қарап тұрсаңыздар, кіші кезімізде, бала кезімізде біздің досымыз көп болған. Бәрі бізге жақын. Өзіне сенімсіз адам сынағыш келеді. Яғни мен жайлы анау не деп айтып жатыр. Сондықтан екі адамның көзі соқыр дейді. Бірінші жек көрген адамның көзі соқыр дейді. Ол жек көрген адамның артықшылығын көрмейді. Екінші жақсы көрген адамның көзі соқыр дейді. Сондай сәулетші үлкен мешіт салады, енді келіп кальян шегіп отыр мешіттің ішінде дейді да. Сөйтіп бұл сөз тарайды жаңағыдай, бұл несі басқа дұрыс емес адам дейді. Ол жаңағы неге жетеді жаңағы мешіт салдырған, яғни осы ауылдың әкімі сияқты. Психология байланысты бір кітап оқып жатырмын, сонда бір мысал келтірген екен да. Бір мысал үшін дейді, күнімізде дейді, адамдар сондай бір псих болып кеткен дейді. Адамның өз дәулетінен артық киіну ол да бір ақымақтық дейді. Сондықтан да мен бұндай кербездерді, кердеңдеген немелерден безіңдер деген сөзге ұқсадым дейді. Нағыз үйленем, қараш қандай, маған баға берші дейді, сосын маған көрсет бүйтіп қызын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті Жауһар каналының көрермендері, міне бүгін әңгіме қылайық бағдарламаның кезекті тақырыбын қолға алып отырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз сіз туралы өзгелер не ойлайды деген тақырыпта әңгіме қылатын боламыз. Студия қонақтарымыз белгілі исламтанушы Таугүл 3 мешітінің бас имамы Ернар Мәжен ұстазымыз, және де рухани жаңару орталығының президенті, 11 жылдық тәжірибесі бар педагог, психолог маман, яғни рухани ұстазымыз деп айтсақ та болады, Алмас Ақын ұстазымыз. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Ассалам. Жалпы Жауһар студиясы енді қазір ғана енді тай басып келе жатқан бір сәби тәріздес десек те болады. Жаңадан ашылып жатыр. Бұл туралы жалпы толық ақпаратты әлі біле қоймаған шығарсыздар. Сондықтан осы ақпаратты әріптесім және осы бағдарламаның екінші жүргізушісі Ерлан ұстазға сөз беріп, бағдарлама жайлы кішігірім таныстырып өтсеңіз. Қош келдіңіздер. Каналымызға Жауһар деп атаудағы мақсатымыз мұнда қозғалатын әңгімелердің құндылығын көрсетуде. Яғни Жауһар сөзінің асыл, қымбат, бағалы, асыл тас деген мағыналары мен бірге және де ішкі мәні бар, болмаса ішкі мағынасы деген ұғымдарды да білдіреді. Яғни біз адамдардың сыртқы қажеттіліктерімен бірге қоса ішкі қажеттіліктерінде беретінші сол тақырыпты қозғайтын боламыз. Енді Айеке, бұл енді бүгінгі тақырыбымызға байланысты сұрақты Айеке өзің бастап кетсең. Өзіңіз айтқандай, Ерлан ұстаз, жалпы сонымен қатар Жауһар сөз дедік, ішкі мән мағынасы, сыртқы мән мағынасы беретін бір асыл сөздерді қозғайтын болғандықтан Жауһар деп қойдық. Сонымен қоса бұл жерге студиямызға өздеріңіз сияқты жауһар болған тұлғалар келіп, өздерінің Жауһар сөздерін айтады деген мақсатпен де аштық, және сол мақсатта сіздерді шақырып отырмыз. Енді бірінші сұрақты, алғашқы сұрақты Ернар ұстаз өзіңізден бастайтын болсақ, нақты білмей тұрып, кез келген адам жайлы жаман деп ойлау біріншіден. Ол адам жайлы пікірін әлі ол адамның қандай екенін білмейсің, бірақ бір ісі арқылы соның жаман деп ойлау және солай деп шешім қабылдаудың дініміздегі, жаңағы исламда, шариғатта үкімі қандай, соған тоқталып өтсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин, уассалату уассаламу аля ашрафил мурсалин. Әуелі мына бастамаларыңыз берекелі болсын. Елімізге, жас ұрпаққа, халқымызға жақсы тәлім тәрбие беретін, өміріне пайдасы тиетін бағдарлама болсын. Абай атамыздың білгенге маржан, білмеске арзан надандар бәһір ала алмас дейді, сол секілді. Сол білгенге маржан болатын, елімізді сол рухани азықпен сусындыратын іргелі болашақта болашағы зор бір бағдарлама болуына біз тілектеспіз. Алла иншалла сіздеріңізге табыс берсін, береке берсін, үлкен жетістікке жетулеріңізді Алла тағала бір өзі нәсіп етіп қолдасын деп айтайық, тілек білдірейік. Өйткені осындай адамдар дүние қуып жатқан уақытта осы еліміздің рухани азығын берсек деген сондай бір жас, кіршіксіз, сондай бір көңілмен, ниетпен бастаған істеріңізді Алла қабыл етіп, иншалла ел жұртымызға қайырлысын деп біз тілегімізді білдірсек. Енді біріншіден ислам діні, Аллаға шүкір, адам өмірінде болуы мүмкін болған бүкіл мәселеге керемет өзінің жолын, қағидасын көрсеткен. Адам баласы болғаннан кейін көп жағдайда әуелі өзіміздің нәпсіміз бар,
одан кейін адамды азғыратын, түртетін түлем бар. Адам олардың енді басты қызметі сол адамдарды бір-біріне шағыстыру, ала-жылан ашпақа қылып, араз қылу болса, енді осындай жағдайларда біз кейбір кездерде тіпті көбінесе деп айтсақ болады, бауырымыздың бір қылығын, сөзін, іс-әрекетін жамандыққа балап, арам ойлап, суизан жасап жатамыз. Оның байыбына, астарына неге олай жасады, неге бұлай болды деп зерттеп, зерделеп, оған көз жүгіртіп, бәлки бауырым бұл жерде істегісі келмеген шығар, мен қате түсініп қалған шығармын деп ойламай, бірден не істейміз? Жаман ойдың жетегіне кетіп жатамыз. Сол жаман шешімді қабылдайды, тез қабылдайды. Соны ойлаймыз, сонымен жаңағы көкейімізде солай орналасады. Сөйтіп, ол бауырымыздың кейінгі сөзіне, іс-әрекетіне, бізге деген мәмілесіне сол жағынан, сол қырынан қарап, сондай оған өмірлік былай айтқан кезде сондай мәміледе бола бастаймыз, өкінішке орай. Бірақ енді Алла тағала Құран кәрімде айтады, сіздер жаман ойдан сақ болыңыздар. Өйткені кейбір жаман ойлар олға күнә болып есептеледі дейді. Ойдың өзі күнә болады сондай. Ойдың өзі күнә болады. Іс-әрекетке шықпаса да. Иә, өйткені толқынды қуат деген секілді адам бұл жаңағы ойларыңа сақ болыңдар. Ойларың бір күні сөздерің болады, сөздеріңе сақ болыңдар, сөздерің бір күні істерің болады деген сөзді білеміз. Бір қағида секілді сөз. Сондықтан да біз бауырымыз туралы немесе басқа бір нәрсе туралы арам ойда болсақ, ол біздің санамызға орныққаннан кейін оның әрбір жасаған іс-әрекеті сол біздің санамызда орныққан жаман ойды дәлелдейтін, соны нықтайтын жаңағындай бір дәлел секілді бізге көрінеді де тұрады. Мысалға айтайық, бір жерімізді сырып алдық, мысалы бір жеріміз жараланды. Байқасақ, жаңа жұмыс жасап жатқанда үнемі сол жерге бірдеңе тиетін секілді болып көрінеді. Негізінде тура сол жерге тимейді ол. Сол жер ауырып тұрғаннан кейін, ол басқа уақытта да ол жерге тиеді, бірақ ол жер ауырмағаннан кейін біз оны байқамаймыз. Ал енді сол жер жараланғаннан кейін, ол жер былай айтқан кезде әлсіз сезімтал болғаннан кейін, әрбір тиген кезде біз неге осы жерге тиеді деген секілді ойда боламыз. Сол секілді біздің ойымызда бауырымызға деген жаман ой қалыптасқаннан кейін, оның әрбір жаңағындай кейбір қылықтары бізге сондай ой туғызады. Жараға тиген секілді тие береді. Егер оны біз анықтап, ашып, бұны сен неге бұлай жасадың, немесе мен осылай түсініп тұрмын бауырым деп басын ашып алмайынша, бұл жағдай ары қаратай өрби беруі әбден ықтимал. Сондықтан да бұл жерден де шайтан бар, бізді азғырады, бауырымызға қарсы қояды, өзіміздің нәпсіміз бар, енді қоғамда жаңа кейбір кезде менмендігіміз бар деген секілді мәселелер. Бұндай жағдайларда өкінішке орай бауыр мен бауырдың, ағайын мен ағайынның қоғамда өмір сүріп жатқан бір қоғамның мүшелерінің арасында өкінішке орай жаңа қарап жүрсек, өмірде сондай жағдайлар көп болады. Сондықтан да біз кешірімді болуымыз керек. Қарап тұрсаңыздар, кіші кезімізде, бала кезімізде біздің досымыз көп болады. Бәрі бізге жақын. Өйткені біз арам ойламаймыз бала кезде. Қазір бәлки араздасып қалуымыз мүмкін, 5 минуттан кейін қайтадан ойнаймыз. Ал үлкейген кезде байқасаңыздар, жасы ұлғайған сайын, тіршілікке араласқан сайын, өмірлік пайданың ортасына кірген сайын, достарымыз, жанашырларымыз не істей береді, ақырындап азая беретін секілді болып тұрады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да енді оның бәрі ойға бәйгеге ат қоссаң, атыңды тарыспайтын ағайын, бәйгеден атың келсе, ренжитұғыны қалай дейді. Сосын Абай атамыздың тағы бір сөзі бар. Өскенше тілеуіңді өзіңді тілейсің, елде тілейді, өскеннен кейін өзің ғана тілейсің деген секілді. Өмірлік сондай бір өкінішке орай пенделік сондай бір қағидаларымыз бар. Ал егер біз исламды ұстанып, сол исламның бізге бойымызға сіңірген асыл дән, сондай қасиетті ұғымдарды бойымызға сіңіріп, оны өмірлік тәрізге айналдырған жағдайда біз бұндай мәселелерден не істейміз, аттап өтіп кетеміз. Сол кезде біздің бауырымызға деген сүйіспеншілік мәселелер туа бастайды. Бір өте салихалы екі кісі сапарға шығады. Сапардан қайтып келгеннен кейін жаңағы бір кісі бауырынан сұрайды, енді бізге сапарлас болдық. Сапарда болған кезде, жолаушы болған кезде адамның көп сыры ашылады, көп кемшілігі байқалады. Сонда айтады, егер менің кемшілігімді байқаған болсаң, сен маған айт, мен соны түзетейін деген кезде айтады, бауырым дейді, мен саған осы сапар бойы мейірім көзімен қарадым дейді. Сондықтан да сенің ешқандай кемшілігің байқалмады. Көрмедім дейді. Ал енді саған сын көзбен қарайтындардан сұрасаң, сен кемшілігіңді айтады. Сондықтан да біз жарымыз болсын, баламыз болсын, ата-анамыз болсын, ағайын, жора жолдасымыз болсын, мейірім көзімен қараған кезде біз иншалла ол бауырымыздың кемшілігінен гөрі артықшылығын көбірек көреміз. Сондықтан да екі адамның көзі соқыр дейді. Біріншісі жек көрген адамның көзі соқыр дейді. Ол жек көрген адамның артықшылығын көрмейді.
екінші жақсы көрген адамның көзі соқыр дейді. Ол жақсы көрген адамның кемшілігі. Шіркін, не деген сөз. Машалла. Керемет ұстаз, өте анық және нық жауап бердіңіз. Алла разы болсын. Енді Алмас мырза, өзіңізге келесі сұрақты қоятын болсақ, жалпы осы ұстазға қойған сұрақтың керісінше варианты, енді қарама қарсы бір басқа түрін, енді психологиялық тұрғыдан ойлап қарайтын болсақ, көп адамдар жаңа болып жатқан жаман ойлардың бірі жалпы өзі ұнатпайтын адамдар жайлы. Егер мен бір адамды ұнатпайтын болсам, одан мысалы үшін ол мен жайлы жаман ойлайды деп ойлау мүмкін. Енді осындай ойлар болады көпшілікте. Енді сондай ойлардың барлығы адамға жалпы бір ашулықты, сол адамды жек көруге алып келетін бір іс-әрекеттерді жасауға бір жол ашады деп ойласақ та болады. Осы сондай ашудан, сондай ойдан өзіміз ұнатпайтын адам жайлы, сен жайлы жаман ойлауынан қалай құтылуға болады? Және сонымен қоса, енді жаңа ашушаңдық болады дедік қой, агрессивті әрекеттің алдын алу жолдарында қысқаша айтып өтсеңіз осы сұрақпен қоса. Жақсы. Бисмилля деп бастайын. Негізінде кез келген бір салдардың артында бір себеп тұрады. Кез келген амалдың алдында бір ниет тұрады. Енді бұл жерде мен екі нәрсені байқап отырмын. Біріншісі ол жаман ой. Егер мен сіз жайлы жаман ойласам, мен ойлаймын, неге ол адам мен жайлы жаман ой ойлайды деп. Осының алдын қалай алуға болады деп жатсыз ғой. Біріншіден бұл жерде психология немесе педагогика саласында адамның жан әлемінің өзі қалыптасу процестері болады. Тән, жан, рух деген дүние бар ғой. Сол мына жанды улайтын жастық шақтан енгізілген қандай да бір негативті эмоциялар болуы мүмкін. Ол ата-анасы арқылы немесе қоршаған ортасы арқылы енгізілуі мүмкін. Мысалы, балаға боқтаса немесе төмендетсе, сол кезде сол нәрсе кіріп кетеді ішке. Бір реніш кішкене болса немесе ашу, ыза. Сол жаймен өсе береді. Вирус сияқты. Иә, жанды улай береді, бірақ оны бала білмеуі мүмкін. Ол енгізіліп кетеді. Мысалы, әкесі ішіп келді дейік, и үйді төңкеріп жатыр, боқтап жатыр, анасын, басқаны, басқа. Енді әкесінің агрессиясы автомат түрде ана балаға енгізіледі екен. Өйткені әкесі ол Құдайдан кейінгі екінші адам ғой, енді образ ретінде кіргеннен кейін. Бірақ бала өсе келе ол шықпайды. Ертең үйленген кезде, әке болған кезде ғана шығады екен. Бірінші себеп осы. Яғни жаман ойлардың, агрессивті дүниенің пайда болу себебі осында. Отбасынан басталады дейсің. Иә. Содан кейін екінші себебі бұл адамның өз-өзін бағалай алмауында. Мысалы, менің орысша айтқанда самооценкам төмен болатын болса, мен автомат түрде мысалы өзімнен жоғары тұрған ел жұртты, адамды автомат түрде жамандау арқылы, оны жаман ой арқылы, өсек айту арқылы төмендеткім келеді екен. Не үшін? Өзінің дәрежеме жеткізу үшін. Өзінің дәрежемді көтеру үшін. Бірақ біреуді төмендету арқылы мен дәрежемді көтере алмаймын ғой. Екінші себебі осы, яғни ғайбаттаудың себебі, өсек айтудың себебі, тағы басқа. Бірақ бұның барлығы бейсана түрінде жүреді, түйсік деңгейінде. Үшінші себебі ол сенімсіздік өзіне. Өзіне сенімсіз адам сынағыш келеді. Яғни мен жайлы анау не деп айтып жатыр, мен кеткеннен кейін не деп өсектеді деп, сол ой маза бермеуі ол сенімсіздіктен туындайды. Яғни түпкі ниеті абыройсыздықтан аман қалу, абыройсыз болып қалмау. Жалпы анау көп жиындарда болады екен. Жаңағы до конца соңына дейін отырғысы келеді. Кетіп қалсам мен жайлы артынан жамандайды ма деген сияқты. Өйткені оның алдында біреу кетті ғой. Иә. Соны жамандай бастады. Түріне қарашы, не оны дұрыстап киім кимепті, носки тесік, анау-мына тағы басқа. Содан қорқады. Оның түпкі себебі тағы да тәрбиеге келеді, жұрттың баласы, жұрттың ойы деген тәрбие. Ел жұрт не ойлап жатыр,
сол нәрсені кішкентай кезінен қалыптастырғаннан кейін автоматты түрде адам соның құрбаны болады да. Негізі 3 себеп осы. Сол шекарадан шыға алмай қалады дейсіз. Енді механизм қалай жүреді, қысқаша түсіндіріп өтейін. Енді шариғатта да бар ғой, хадисте де бар. Адамның ниеті амалынан жоғары тұрады дейді, қателеспесем. Сонда мысалы Гитлерді алсаңыз, немесе Шыңғыс ханды алсаңыз, олардың ниеті бүкіл әлемді біріктіріп бір хан жасау. Не үшін? Бейбітшілік орнату үшін. Шыңғыс ханның сөзі бар: сұлу әйел қойнындағы алтынымен батыстан шығысқа, шығыстан батысқа қарай еркін жүре алатындай деңгейге жетсем деген. Яғни бейбітшілік қыламын деген ғой. Ешкімге жамандық. Былай қарасаңыз, ниеті дұрыс қой. Бірақ амалы агрессивті, жаулау арқылы, қан төгіс арқылы жүзеге асырды да. Содан кейін ол ниетіне жете алмады. Ниет позитивті дұрыс, ал амалы негативті, агрессивті. Екеуі қиылыспағаннан кейін береке болған жоқ. Сол секілді кез келген, мысалы, мен жаман нәрсе ойлап жатсам, сіз жайлы, тағы басқа адам жайлы, негізіндегі менің ниетім, менің абыройымды ана адам төкпейді ма? Бірақ мен оны жаман ойлау арқылы, жаман сөздер арқылы жүзеге асырмақшымын да, содан кейін менің абыройым көтерілмейді ешкімнің алдында. Сол себепті біріншіден бұл жерде ниетке мән беру керек. Мысалы, мен біреу жайлы жаман ойлаған кезде, не үшін мен ол жайлы жаман ойлап жатырмын? Не үшін? Не үшін деген сұрақ түпкі ниетті анықтайды. Сол ниетке сәйкес, ниет әрдайым позитивті болады, жақсы ниет болады. Жаңа мінез құлық моделін құрастырған дұрыс. Жаман ойламай, мен абыройымды қалай көтерсем болады? Мен үшін де, қоршаған әлем үшін де жақсы болатындай. Мысалы, жақсы мақсаттар қою арқылы, немесе жақсы бір жетістіктерге қол жеткізу арқылы. Болды, осылай жаймен аударса, менің ойымша жаман ойдан жаймен арылуға болады. Түсінікті. Керемет. Орнықты жауап бердіңіз. Иә, енді мынау сұрақ кезегі бағада келіп қалды. Енді Ернар ұста, сізге тағы да бір сұрақ қойып өтейік. Енді жаңа айтып өттіңіз ғой, жалпы өзгелер жайлы дұрыс пікірде болмау, ол күнә дедіңіз. Енді мұндай күнәлардан тәубе етумен кешіріле ме, я болмаса ол күнәдан айырылудың жолын атап өтсеңіз? Мысалы, қазір күнде шынымен де көбіреу айтып болады да, оның тәубеге келгісі келеді, кешірім сұрағысы келеді. Сол жолдан қалай айырылса болады, тәубеге келіп, болмаса яғни сол жолдан айырылатын бір нелер бар ма, мүмкіншіліктері болмаса, жаңағыдай бір жолдары болса, соны айтып түсіндіріп кетсеңіз. Өзге туралы жаман ойлау, немесе оны жек көру, қызғану, көре алмау деген секілді мәселелер мұсылманның бойына жараспайтын дүние. Өйткені адамның жаны қашан тыныш болады, егер оның бойында, көкейінде, жан дүниесінде жаман ойлар, жаман пиғыл, ниеттер болмаса, ол кезде оның көңілі тыныш болады. Сол үшін жаңағы біреуді жек көру, ол туралы жаман ойда болу, оны қызғану, сол кісі өлсін деп өзің у-ішкенмен бірдей дейді. Бірақ қарайсыз, сол ана кісі өлсін дейсің, бірақ уды өзің ішесің. Бұл жерде өзің, ол бәлки сіздің ол туралы жаман ойлап атқаныңыздан, оны жек көргендігіңізден, кек сақтап жүргеніңізден, немесе оны ол туралы жаман ойда болғаныңыздан хабарсыз болу мүмкін. Еш хабар жоқ. Хабар жоқ. Бірақ сіз оны жек көресіз, сол ішіңіздегі жаңағы рухани дерт жаныңызды жегідей жейді. Өзің айтқанда өзіңіздің жан дүниеңізде сіз бір бақытсыздыққа ұшырайсыз. Сондықтан да мұсылман баласының көңілі таза болу керек. Ешкімді жек көріп, ешкімге жаман ойламау қажет. Кеше ғана Бауыржан Әлиев ұстазымыздың жаңағы Фейсбуктағы жазбасынан бір 125 жыл жасаған бәдәуиді көріп, сондай тың дейді. Жасы 125 келген дейді. Сонда кездескен кісі қатты таңырқап, сіздің жасыңыз әбден ұлғайыпты, бірақ соған қарамастан тың екенсіз, бұның сыры неде деген кезде айтты дейді. Мен өмірімде ешкімді жек көрген жоқпын. Ешкім туралы жаман ойлаған жоқпын, ешкімді қызғанған жоқпын, бәлки соған Алланың маған берген сый шығар деп айтты. Рухына байланысты екен. Көрдіңіз бе? Сондықтан да біздің де мына кең дүние тар болмау үшін пейіліміз де кең болу керек. Кең болу керек. Сол үшін қарап тұрсаңыздар, бір күні бір бәдәуи келіп, пайғамбарымыз отырған мешітте қолын жайып айтады ғой: "Я Алла, мені кешір,
Мұхаммедті кешір, басқа ешкімді кешірме деп жаңағы екеуін ғана. сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, Алланың соншалықты кең кешірімі не болсын сонша тарылтып дейді. Сол секілді бізде өмірде Алланың кеңшілігі, Алланың жаңағындай бізге берген мүмкіндігін не істейміз, тарылтып маған ғана болсын, өзгеге болмасын деген секілді, енді қолымыздан келсе жаңағы шығып тұрған күнді итеріп жіберіп маған ғана түссін, басқаларға түспесін деген секілді ойлар болады. Енді бұндай ойлардан арылу үшін енді рухани тәрбие керек, нәпсі тәрбиесі керек. Бұл жолда өзімізді үнемі бақылауда, есепте ұстауымыз керек. Егер бір бауырымызға көңіліне тиетіндей бір дәрежеде жаман ойда болып, ол біздің ойымыз әбден санамызға тамырланып, сіңіп, тіпті жаңа іс-әрекетке көшетіндей жағдай болса, бауырымызды я ғайбаттап, я өсектеп, я сөз тасып, немесе оның қоғамдағы ар-абыройы, намысына нұқсан келтіретіндей дәрежеде бір іс-әрекет жасаған болсақ, ол үшін Алла тағаладан тәуба ету керек, кешірім сұрау керек. Онымен қоса, ол бауырымыздың, өйткені біз жаңағындай ақысына кірдік, бауырымыздың барып кешірім сұрау керек. Яғни ақысын адал ету үшін кешірім сұрау. Сол кезде бауырымыз егер кешіретін болса, Алла иншалла мейірімді, тәубаның шарттары орындалған жағдайда бізде иншалла кешірілу, Алланың алдында пәк жағдайға келуімізге бір ықтимал болады. Білесіздер, Абу Зар әл-Ғафари деген сахаба бір күні пенделікпен Біләл Хабашиға қара қатынның баласы дейді. Ол кісі енді эфиопиялық қара нәсілді кісі ғой. Сонда Біләл Хабаши қынжылып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, я Расулалла, маған Абу Зар осылай деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Зарды шақырып алып не дейді? Сенде әлі де надандықтың қалдығы, надандықтың әдеті қалмапты ғой дейді. Сонда қатты өкінген Абу Зар әл-Ғафари не дейді? Осы жағдайдан кейін барып мұсылман болғанымда ғой деп өкіндім дейді. Осы жағдай болмай, содан кейін барып мұсылман болғанда ғой деп, сондай бір қиын жағдайға түстім дейді. Сөйтіп жаңағы Абу Зар кімге келіп, Біләлге келіп, бауырым мені кешірші, басымды жерге қойын, басымнан мыжыршы деп айтты. Сонда Біләл не деп айтты дейді? Мен сәжде жасап жүрген басты, яғни сәждеге тиген басты қалай мыжимын? Бауырымды бекеп құшақтасып жылады дейді. Сол секілді бізде әлбетте кемшілік толып жатыр. Біздің сенімде, біздің нанымда бір ғана Алла тағала кемшіліксіз. Қалған бәрінде кемшілік бар. Сондықтан да біздің мақсат кемшілік іздеу емес, керісінше адамдардың бойынан бізді бір-бірімізге жақындастыратын сондай жақсы қырларын тауып, сөйтіп айтқан кезде елдестірмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан деген секілді елдестіріп жүру, бір-бірімізге жақындастырып жүру. Бұл енді исламның да мақсат мүддесі сол, жақындастыру, татуластыру, біріктіру. Сол үшін бұндай жерлерде кешірім сұрау керек, тәуба етуіміз керек. Бауырымыз туралы бір жаман жаңсақ ой болатын болса, одан арылып, бауырымызбен бауыр секілді өмір сүруге тырысу. Тек тәубенің өзі жетпейді дейсіз ғой жаңағы. Әрине енді ол жерде құлдың ақысы бар деді, құлдың ақысын жаңа адалдап, егер әлбетте енді ондай бір жағдаймен келгеннен кейін алдыңға келіп қалған соң аса кеште қоя бер деп асанға айтамыз ғой, атамыз айтады ғой. Сол секілді әкесінің де құнын кешкен біз халықпыз. Сондықтан біреулер кешпей қойып жатады ғой, ондай жағдай не болды? Енді ол егер ол кезде кешпей қойып жатса, ана кісінің несі кемшілігі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, жердегілерге мейірімді болыңдар, көктегілер сендерге мейірімді болсын. Егер кешірілгің келсе, сен де кешірім болу керек. Ал енді өзіміз кешірілгенді қалаймыз, бірақ біреуді кешірмейміз. Сондықтан да егер көктегілер, яғни Алла тағала тарапынан біз Алланың кешірімінен үміттіміз ғой. Демек Алла бізді кешірсін десек, біз де бауырларымызды кешіруіміз керек. Сөзіңіз аузыңызда бір реніш айтқым келіп отыр. Мынау психоэнергетиканы зерттейтін ғалымдар айтады екен да, адамның сезімі, ойы, ол мысалы мен сіз жайлы ойласам, ерекең осындай білімді екен деп, мен автомат түрде сол кісіге ақпараттық энергетикалық деңгейде байланыс орнатады екенмін. Егер мен ренжісем бір адамға, онда мен оған өлім тілейді екенмін автомат түрде. То есть менің ақпараттық энергетикалық деңгейім оған өлім тілейді екенмін. Сол нәрсе қайтып өзіме айналып келуі мүмкін. Ауру ретінде, немесе қайғы ретінде, тағы басқа. Сондықтан да дұрыс айтасыз. Ең мен үшін тиімді нәрсе, ренжіген адам үшін ең тиімді жол, ең жақсы кешіре салған дұрыс. Жаңа неден шығып жатыр ғой. Ренжіп, жаман нәрсені айта бермей. Өмір жасы ұзақ. Не үшін деді? 125 жас. Ешкім жайлы жаман ойлап болмау. Кекшіл болма, көпшіл бол дейді. Жан аяма еңбек қыл дейді. Сол үшін мынау пайғамбарымыз салсам, білесіздер, туған жерінен, елінен, кіндік қаны тамған жерден қуып жіберсе де, мүшіріктер тарапынан қанша жапа шегіп
зорлық зомбылық көрсе де, сахабалары өлтірілсе де, енді қаншама енді тарихқа үңілетін болсақ, пайғамбарымыз қатты жапа шекті. Бірақ не істеді? Пайғамбарымыз бәрін кешірді. Кешірім арқылы жеңіске жетті. Сондықтан да біз ойлаймыз, жаңағы кек қайтару арқылы жеңіске жетемін деп ойлаймыз. Негізінде кешірім арқылы жеңіске жетудің жолы бұл бөлек болады. Және ол баянды болады. Біз өкінішке орай жаңағындай өшімізді қайтару арқылы, былай айтқан кезде енді нәпсіміз соған енді тояттауы мүмкін, бірақ бұл ақылды адамның, парасатты адамның, бұл жерде мұсылман адамның істейтін ісі бұл емес. Осыласын дейсіз ғой бәрі. Әрине. Иә, енді сіз айтып отырсыз жаңағыдай өзгеге жақсылық ойлаумен мысалы келеді ғой, жаңағы сен біреуге өсектейтін болсаң, сен біреуді өсектеп жамандап отыратын болсаң, яғни сені міндетті түрде сені де біреу солай өсектеп жамандап отырады. А егер сен біреуді шынымен де мақтап отыратын болсаң, жақсылығын айтып отырасың, онда сені міндетті түрде басқа біреу мақтасаң мақталасың дейді ғой. Иә, мақтасаң мақталасың дейді. Бұл жерде яғни сіздің ниетіңіз жақсы болды, сіз ешкімге жаманшылық демеңіз деген сияқты. Сосын жаңа айтады ғой, мұсылманның қорғаны дұға, қаруы дұға деп. Мысалы мен бауырыма дұға жасайтын болсам, мұсылман бауырыма сырттай жасаймын, бірақ ол біздің қасымда тұрған періште, ол маған 10 есе болсын дейді екен де. Яғни біз ұтылмаймыз да, қандай жағдайда болса, жақсылық тілеу арқылы да, дұға жасау арқылы да. Алла разы болсын ұстаз, өте жақсы, яғни бір-бірімізге кешірімді, мейірімді болсақ, айтты ғой жаңа, көкте жердегілерге мейірімді бол, көктегілер бізге мейірімді болады дейді. Енді Алмас мырза, сізге бір сұрағымызды қойып өтсек, өзгелердің пікіріне тәуелді болудан қалай құтылуға болады? Яғни басқалардың сын айтуынан қорқып, мақсат еткен ісіңнен бас тарту деген сияқты. Яғни біреудің ойы бар, сіз бірақ өзіңіздің алдаған мақсатыңыздан бас тартып қалсаңыз. Сол жайлы бір істей алмай қалам ба, мына жаман ойлайды деген сияқты болады ғой, кейде адамдар тартынады. Мыналар қалай ойлайды екен, ісімде толық бітіре алмай қаламын ба деп, соны ісіне бастамай қояды да. Есіме бір оқиға есіме түсіп отыр да. Бір бауырым үйлем дейді да. Жарайды, жақсы, құтты болсын. Мына қызға үйленемін, қарашы қандай, маған баға берші дейді. Сосын маған көрсетеді бүйтіп қызын. Мен айтамын, үйленетін сен ба, мен ба деп. Маған ұнағаннан не пайда? Ең басы саған ұнау керек. Сен онымен тұрасың, сен онымен өмір сүресің. Сол секілді болып тұр да. Бұл бірінші себебі бұл сенімсіздік. Өз-өзіне деген сенімділіктің төмен болуы және өзінің құнын білмеу, өзін бағалай алмау. Ондай кезде адам қанша жаңа мақсат қойып, жаңа іс бастаймын деп талпынған кезде басында от болады, бірақ анау адам айтады, мынау адам айтады, мынау мына жаққа сүйреді, анау мына жаққа сүйреді. Білесіздер ғой, есек әкесі, сосын баласы жайлы оқиға. Иә. Әр ауылға келген кезде әртүрлі оқиғаны не айтады. Сол секілді ондай адамда ісінде береке болмайды. Біріншіден, мұндай адамға бұдан құтылу үшін, яғни ел жұрт не дейді, не айтады, мен жайлы не ойлайды, ісім жайлы не ойлайды деген құтылу үшін, жұрт не дейді деген іштегі ата-анасынан орнатылған программаны шешу керек. Наным сенімді шешу керек, яғни айтқанда. Ол түйсігіне еніп кеткеннен кейін, ол қанша тырысқанмен де, бірақ іштегі программа жұмыс жасап тұра береді бәрібір. Іштегі наным сенім. Соны алып тастаған кезде, соны жойған кезде, ол ел жұрт не дейді деген нәрседен құтылады. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы, мына қазақта сөз бар, сын айтылмай, мін түзелмейді деген. Осы жерде екі тип бар да. Міншілдер, тек мін іздеп отырады, сыншылдар. Екіншісі эксперттер. Мысалы, мен кәсіп ашайын деп жатырмын. Маған біреу айтты, бұны ашпа, карантин, кризис, анау-мынау деп. Сол кезде мен ол адамның осы саладағы эксперт дейді ғой, шеберлігіне қарауым керек та. Бұда кәсіп бар ма, бастаған ба, тәжірибе бар ма, жоқ па? Әлде таксист па, әлде инженер ма? Көрдіңіз ба? Сол бірінші типтегі олар сыншылдар, міншілдер. Олардан сұрамасаң да, саған не бір түрлі дүниелерді айтып тастайды. Ой, болмайды, анау-мынау, тағы басқа. Олар тыңдамаған дұрыс. Керек жоқ. Ал эксперт болса, онда құлақ салған дұрыс.
осылай екінші жолы осы құтылудың. Біріншісі ол сенімділікті арттыру, және ел жұрт не дейді деген наным сенімнен құтылу. Екіншісі нағыз эксперттерден, нағыз өзінің ісінің шеберлерінен кеңес алу. Сол жолда практикасы бар, тәжірибесі бар. Ал нағыз эксперттер олар ақылды тегін бермейді негізінде. Олар айта бермейді. Шәкәрім баламыз айтып кетті ғой, ақылыңды сатып мал тап деді ғой. Сол секілді шынымен де мықты эксперттер олар сағатына біраз ақша алады. Бірақ оның бір сөзі шынымен де ертең сізге миллион алып келуі мүмкін да. Өмірді өзгерте алады дейсіз ғой. Өйткені ол жолдан өтті ғой. Сіз енді бастап келатсыз да, ол білет қай жерде батпақ бар, қалай істеу керек, не істеу керек деген секілді. Солай екінші несі шығу жолы осы деп білемін. Бірінші өз-өзіне сенімді болу керек. Өзіне сенімді болу керек. Сосын нағыз эксперттер тыңдай білу керек. Нағыз эксперттер. Бірақ өзгелердің қасында жүргендердің мысалы достары болуы мүмкін, мысалы шынымен жан досы болуы мүмкін. Ол сол сөзге жүгіну керек па, мысалы мен Айдос жан досым дейді. Енді бұл мысалы жанашырлықпен сол салада эксперт емес па, соған қарайсың. Мысалы бірақ жан досым да, экспертке барып ақша құртқанша сен менің ақылымды тыңда деп айтуы мүмкін да. Енді онда сен баста болса, бастама, ертең жаңа сіз айтқан сияқты аузың күйеді, аузы күйген үрлеп ішеді демекші. Мүмкін ертең істеген істеп алып, сосын екінші істемеуі мүмкін да ол іске. Сол жағынан қалай болады, мысалы енді сіздің жан досыңыз айтып тұрған жағда, ол өз-өзіне сенімді болу керек қой, иә? Или жан досыңды тыңдау керек. Енді қараңыз, мынандай нәрсе бар да, менің ұстазым үйреткен. Сен мақсат қойған кезде, немесе арманыңды жазған кезде дейді, сен қасыңдағы адамға жарияла дейді. Соны мысалы жан досыңа немесе отбасындағы мүшелеріңе жарияла дейді. Егер қайсы біреуі күлсе, немесе күмәнданса, кекетіп бір нәрсе айтса, онда біл, сенің ішкі жан дүниеңдегі бір бөлшегің күмәнданып тұр, қорқып тұр деген сөз. Солай өйткені анау айна заңы бар да, хадис бар ғой, мұсылманның айнасы деген. Яғни ана адам сіздің ішкі жан дүниеңіздің айнасы болып тұр да. Сол адам арқылы сіз өзіңіздің бір іштегі кедергілерді анықтауыңызға болады. Яғни кедергіні солай мүмкіндікке айналдыруға болады, егер тыңдай алсаңыз. Сондықтан мысалы мынандай бір жағдай болды. Менің бауырым менен ақша сұрады. Біраз ақша, бір іс бастайын деп жатырмын деп. Сосын мен айттым, не іс бастайын деп жатсың деп. Ол айтады, бастамағанша айтпаймын дейді. Сосын мен айттым, менің ақшам салайын деп жатсың. Енді мен білім керек қой, қайда салайын деп жатқанды, құдай біледі неге салайын деп жатқанды. Жоқ, айта алмаймын дейді. Сосын мен айттым, ендеше сенде бір іште кедергі бар. Неге сен айта алмайсың? Сен қорқып тұрсың ба? Сол орындалмай қалады деп. Егер адам қорқатын болса, осы орындалмай қалады ау деп, ол шынымен де орындалмай қалу ықтималдығы 90% болады екен. Мен осы Шымкенттің жігітіне тұрмыс құрмайым деген қыз Шымкенттің жігітіне ғашық болады. Сондай да өмір деген. Сол себепті неден қашсаң соған жолығасың демекші, ең жақсысы батыл болу керек. Айтқанымен сыналасың дейді ғой. Құдайдың алдында да бір нәрсеге уәде берсең, Құдай сонымен сынап қояды дейді ғой. Сөзіңмен сыналасың. Енді бұл жерде бір қоса кететін бір мәселе бар. Енді жұрт не дейді деген мәселеге біз жаңағы тіршілік тұрғысынан, бизнес тұрғысынан ғана қарап жатқан сияқтымыз да бұл жерде. Бұл өмірде кез келген мәселеде біз жаңа ел не дейді екен деген секілді біздің жан дүниемізде сондай бір нәрсе бар да. Бұл да бір пұт секілді нәрсе да. Алла тағала не дейді емес, ел не дейді мысалы. Құдай не дейді. Сондықтан да Алла тағала бізге сара дара жол берген, ашық, анық пайғамбарымыз салам оны көрсетті. Сондықтан да кез келген нәрсені істейтін кезде ол бәлки жаңағы майда бір, бәлки өзіңе де жаңа басқа сұмдық бір керемет нәрсе болмаса да, майда нәрседен бастап үлкен нәрсеге дейін негізінде бір мына екі критерийге қарау керек. Шариғат не дейді бұған? Шариғатта болған рұқсат па? Бір, егер рұқсат болса. Екі, заңға қайшы емес болған нәрсе. Егер шариғатқа қайшы емес болса, заңға қайшы емес болатын болса, жаңағы бұл істі не істеу керек? Жан жақтан қарастырып, жолын айтқан кезде тәуекел етіп,
істеу керек. Одан кейін енді көбінесе біз жаңа ел не дейді деген мәселеге қарап, бойымызды соған қарап түземіз, киімімізді соған киеміз, өмір сүруді бәлки солар секілді жаңағы өзге үшін үйренсең, өзің білсең, ол білмейді деп жаңа абай атамыз. Біз үйренуді де мысалы ата-анамыз үшін үйренеді. Мысалы әкем оқымады деп айтады, университет оқимыз мысалы. Класстастарым оқуға түсті, мен оқымай қалды деген секілді. Бәрін біреу үшін өмір сүреді. Ата-ананың өзі ана менің балам оқуға түспей қалды деп ел айтады деп баласын оқытатындар бар мысалы. Сондықтан да біздікі ел айтады емес, бірінші яғни Алла тағаланың несі бізге маңызды. Сосын кез келген істе пайғамбарымыз салам айтады ғой, егер істеген ісің жан дүниеңді мазаласа, және оны ешкім көрсеткің келмесе, ол демек күнә дейді. Ал егер істеген ісің жан дүниеңді қуантса, бұл айтқан кезде Алла тағаланың сол біздің жан дүниемізге қойған бір датчигі деп айтсақ болады. Айтқанда қандай өмір сүрмесек те, Алла солай жаратып оны бізге қойды, ол бізге бәрібір белгі береді. Мынауың дұрыс емес. Жан дүние өйткені пайғамбар айтады, бір нәрсе істеген кезде жүрегіңе қара дейді. Өзің қиналасың дейді. Жүрегіңе қара дейді. Өйткені біздің пәтуа беретін бірінші жүрегіміз да. Қарап тұрсаңыз, кішкентай кезімізде бірдеңке бүлдіретін кезде жүрегімізді алып ұшып мынау жаңа алқымызға шейін келеді ғой, жаңа аттай тулап деген секілді. Бұл не дегенсіз, бұны істеме, бұл дұрыс емес деген секілді нәрселер. Сондықтан да біз өмірде біреу үшін өмір сүрмейміз. Ақыретте де біреу үшін жауап бермейміз. Ақыретте біреу үшін жауап бермейміз. Басқан кезде жалғыз туылдық, жалғыз өлеміз, жалғыз жатамыз қабірде, жалғыз Алланың алдында жауап береміз. Сондықтан да ел не дейміз, шариғат не дейді, Алланың діні не дейді. Егер соған сай келсе, дұрыс келсе, жаңа айтқандай өзі әр саланың жөн жосығын біліп, сосын соған қарай әрекет жасауымыз қажет. Негізі сол анау не бар ғой, жаңағы темірді қызуылдыр соқ дейді. Енді осындай бір әңгіменің басында тағы қозғап кетсек, яғни қазіргі көп халықтың арасында той жасайтын кезде анау киіт мәселесі, киіт мәселесі. Арақ мәселесін айтсайшы, жаңа дастархан елдің қалай арағын ішін мен қоймасам ел не дейді деген секілді. Иә, осы мәселелер ғой, енді қарап отырсаңыз, шынымен де қазіргі кезде көп қозғалып ауқымды тақырыпта болып отыр ғой. Мысалы, жаңағы үйленетін кезде жақтан киіт әкеледі, болмаса дастарханға арақ қою мәселесі, осы мәселені енді айтқанымыз дұрыс қой. Бұл енді әңгіме арасында әңгімеден әңгіме шығады деп, сол әңгіме арасында шығарып жүрсек, мен арақ қоймасам елденеді деп, иә. Алмас мырзаның жаңағы айтқан бір нелерін, жолдарын сондай бір ойдан айырылу керек екендігін ше, яғни шынымен де қазір мен кеше шынымен де өзім достарым, ауылдастарым, құрдастарым маған звондайды. Ереке, менің 2 сұлу жағым келеді, сосын тағы бір 2 құрдасымыз бар, солар кішкене ішетін еді дейді. Енді олар келген кезде мен арақ қоймасам, олар ренжиді дейді, сөз айтады, әңгіме қылады дейді. Енді сіз не істейсіз дейді, маған как будто кеме дегендей қылып отыр да. Сосын мен айттым, ол өзі 1-2 рет аварияға түсті да. Сөйтіп айттым, сен өзің 2-3 рет аварияға түстің, бірақ аман қалдың да. Сол кезде сен достарың аман алып қалған жоқ дедім. Шынымен де сен сұлу жағың алып қалған жоқ, досың алып қалған жоқ. Енді Аллах тағала алып қалды. Саған Алла тағала жан берді, ғұмыр берді өмір сүруге. Енді сен соған шүкір етіп, сен дастарханға сұлу жағыңды арақ қойып шақырасың ба деді. Сөйтіп тоқтап қалды, үндемей қалды. Сөз ертесінде қайтадан звондады. Ереке, сіз келіңіз. Сіз келмесеңіз дейді. Уже ертең сіз болып қалды бүгін. Енді дұрыс қой, сол мәселесі қалай болды екен? Жаңағы айтқанда енді біз әрбір осындай ұжым той болатын кезде мен жеке-жеке айтсақ мүмкін түсіндіреміз да. Енді осындай кезде жалпылама осы видео арқылы мүмкін көріп тыңдап сондай түсініп қалар деген ниетте. Енді жаңағы бауырымыз да айтты ғой, жаңағы эксперттердің ақылы деп. Жалпы пайғамбарымыз мұсылманның алдында 5 міндеті бар дейді. Ол міндет. Ертең сол міндетті орындамасаң, мұсылман ертең жағыңнан жабысып оның ақысы бар. Алла айтады, я Алла, менің алдымдағы пайғамбар салсам бекіткен міндетті орындамады деп. Ол жауап береді. Соның ішінде не дейді, ақыл сұраған кезде оған ақыл айтыңдар дейді пайғамбарымыз. Бірақ өкінішке орай мынау капитализмнің айдарынан желесіп тұрған уақытта барлық нәрсемізді ақшамен есептейтін жағдайға жеттік. Бәлки тегін нәрсенің қадірі болмағанда үшін шығар. Бәлки жаңағындай болмайтын нәрсені сатып алған кезде бар, біз қадірін түсінгеннен кейін шығар. Бірақ бүкіл нәрсені біз қаражатпен есептемеуіміз керек. Біздің саудамыз бар, Алламен сауда. Және ол сауда өмірдегі бүкіл саудалардан да байқаған кезде жаңағындай банкротқа отырмайтын сауда. Сол үшін кезі келеді, егер бір бауырымыз алдымыздан келіп бір ақыл сұраса, менің ақылым сатылушы еді, менің ақылым алтын еді деп біз айтуға хақымыз жоқ негізінде. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи біздерге мұсылманның дамуына, өркендеуіне осындай жол көрсеткен. Барлық нәрсе сатылады деген нәрсе жоқ. Мұсылмандар не істейді, керек болатын болса, не істейді? Мысалы, Құраннан артық ештеңе жоқ екенін біз иман етеміз, дұрыс па?
бірақ құран үйрендік келген кезде менің сағатым осындай деп ешқандай ұстаз айтпайды. Керісінше айтады, түн болса түн келіңіз, күндіз болса күндіз келіңіз, таң болса таң келіңіз, түнгі үш болса үш келіңіз деп. Бірақ өкінішке орай сондай жағдайды біз қадірін білмей не істейміз, келмейміз. Ал енді ағылшынша үйретуге балаға баратын болсаң, не істейді? Сағатына бәлен байлап төлейді. Сөйтіп кел деген уақытында келді, бір күн қалмайды. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Сендердің ең жақсыларың Құранды үйренген және үйреткендерің деді. Соны былай айтқан кезде оның бағасы жоқ. Оны мысалға білесіз, имам Абу Ханифаның баласына Фатиха сүресін жаттатқан кісіге 500 қой берген екен. Сонда ұстаз қысылып, мынауыңыз тым көп қой деген кезде айтты дейді, барым осы болып тұр, әйтпесе одан да көп беруге лайықты дегенде. Лайықты дегенде, бағасы жоқ оның дегенде. Бағасы жоқ деген. Көрдіңіз бе? Бірақ өкінішке орай біз жаңағыдай тегін нәрсенің қадірін білмейтін болған үшін Алла тағала болмайтын бір нәрселерді бізге соншама ақшамен жаңағыдай алуға мәжбүр қылды да, өкінішке орай. Сол үшін де біз жаңағындай ақыл айту керек болған кезде, егер шынайы біліп тұрсақ, жанашырлықпен бауырымызға жөн сілтеу, жол көрсету ол біздің мұсылмандық міндетіміз. Енді жаңа Ерекең айтып жатқан мәселе, ел не дейді деген мәселе жаңа пұт секілді деп айттым ғой. Қарап тұрсаңыздар, Алла не дейді, шариғат не дейді емес, ел не дейді деген секілді. Мен сізге айтайын, ел не десе, о десін. Егер шариғатқа қайшы болатын болса, оны істемеу керек. Істемеу керек. Өйткені пайғамбарымыз құдси хадисінде дейді, егер Алла тағала сізге бір нәрсені қаласа, бүкіл адамзат жабылып сол сізге болсын десе, ол болмайды дейді. Бермесе болмайды. Егер Алла тағала бір нәрсе қалап сол саған келетін болса, ол бүкіл адамзат болмасын десе, ол не істейді дейді? Болады дейді. Мысалға айтайық, біреумізге айтса, сені қазір апарып біз зынданға қамайық. Зынданға қамайық. Сол жерде өмір бойы жатасың. Бірақ сенің атыңнан қаланың атайық десе. Қала сіздің атыңызбен аталады десе. Сізге береміз, бүткіл қаланың атауын. Мысалы, маған керек емес ол. Мен ана жерде зынданда өмір бойы сондай тауқымет тартып жатам, менің атымнан қала аталған не қажеті бар? Бәлки планетаны атасын менің атымнан. Маған ешқандай пайдасы жоқ. Сол секілді қабірге жалғыз кірген кезде ешқандай нәрсе сенің атынан университет ашылып тұрды ма, жаңағындай мектеп ашылып тұр ма, әлем, планета сіздің атымен атала ма, бәлки жұлдызға сіздің атыңызды берді ма, егер сіздің Алланың алдында ешқандай құныңыз жоқ болса, ол бір тиын пайдасы жоқ. Пайдасы жоқ. Сол үшін егер Алла риза болатын іс, әлбетте, егер біз Алла ризалық үшін жасайтын болсақ, Алла тағала өзінің ризалығы арқылы елді де риза қылады. Елді де риза қылады. Сен риза болмайды деген кісі де саған уақыт кезде риза болады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да егер біз Алланың ризалығын қаласақ, Алланың ризалығын табатын болсақ, басқалар риза болады. Ал егер Алланың жаңағы ризалығынан бұрын жаңағындай жүрген, өкінішке орай, кейбір адамдардың жаңа пікіріне құлақ асып жүрген адамдар, егер Алланың, айтқан кезде Алланың көңіліне қарамай солардың көңіліне қарайтын болсақ, уақыт деген кезде ана кісі, айтқан кезде басыңыздан бөркіңіз қисайған кезде ол да жалт бере салады. Пенде боласың. Сондықтан да біз бұл жерде айтпақ болған мәселеміз, оны ренжіт, еш көңіліне қарама деген мәселе емес. Біздің критерий әуелі Алланың ризалығы. Ал енді әуелі Алланың ризалығының ішінде бүкіл нәрсенің ризалығы бар. Ол жерде парасатқа, ақылға, өмірге бүкіл нәрсе сай. Сондықтан да кейбір жағдайларда біз болмашы ғана кісілердің, болмашы ғана айналамызда жүрген адамдардың пікіріне бола күнә жасауға бел буамыз, абыройымызды төгуге бел буамыз, беттің арын белге байлап, сондай адамға жат нәрселер істеп жатамыз. Сол кісінің ризалығын табу үшін. Біз үйтіп оның ризалығын табудың ешқандай бір қажеті жоқ. Мән мағынасы жоқ дейсіз. Сол үшін сол секілді тойларда болып жатқан жаңа арақ қою мәселесі болсын, кит мәселесі болсын, жаңа ел не дейді емес, Құдай не дейді деп қойса. Осы араққа байланысты оқиға есіме түсіп отыр. Енді Құранда айтады ғой, ой жүгіртіңдер дейді ғой. Көп жерде кездеседі, ой жүгіртпейсіңдер ма дейді да. Енді Ереке қараңызшы, сізге сұрақты. Арақ тұрған жерде айтылған дұға, тілек қабыл болады ма? Қабыл болады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху айтқан, Аллаға және ақырет күніне сенген кісі арақ қойылған жерде отырмасын деген. Енді жаңа сөзіміздің басында да айттық қой, жасыл қойған кезде дос азаяды деп. Осы күнге дейін деп айтпайын, шетелден оқып бітіріп келгенге дейін мектепте бірге оққан, бірге өскен достарымыздың арасынан жүрдік. Арақ ішті, сол секілді жанында жүріп көңілдеріне қарап жүрдім да.
сөйтіп оқуға кеттік. 3 жылдан кейін жаңа оқудан келсек, жиналып отыр екен, ертең тауға барамыз дейді. Айттым, жігіттер арақ қоясыңдар ма дедім. Алып барамыз деді. Сосын айттым, жігіттер дедім, бүгінге дейін сендердің көңілдеріңе қарап, күнә жасаған, жаңа арақ ішкен жерлеріңде мен болдым дедім. Бірақ мен сол жерде оқып жатқан кезде менің рызығымды берген сендер емессіңдер деді. Мені осы күнге үшін асырап алып келген сендер емессіңдер. Керек болатын болса, бәленбай жат жерде жүрген кезде адам айтқанда елін аңсап тұрады, достарын сағынып тұрады. Біреуің звондап қал жағдайым сұраған емессіңдер. Сондықтан да бүгіннен кейін арақ бар жерде мен жоқпын, мен бар жерде арақ жоқ дедім. Басын ашып алды осылайша. Сөйтіп сонда да өкінішке орай жаңағы ертең арақ қоймаймыз сіз келіңіз деп айта алмады. Содан кейін ақырындап арамыздағы алшақтық жайлап алыстай бастады. Сондықтан да өмірде көптеген жағдайлар осындай намаз оқитын, исламды ұстанып жүрген бауырларымыз сондай жағдайларда жүрген шығар деп ойлаймын. Сондықтан да Алла жары болатын болса, Тәңір асыраған қозыны бөрі жемейді дейді. Сол секілді Алла риза болатын болса, Алланың көңілінен шығатын болсақ, бүкіл адамзат саған дұшпан болсын, түк те алмайды. Ал бүкіл адамзат саған дос болып, Алланың саған қаһары болатын болса, оның ешқандай пайдасы жоқ. Сол секілді бауырымыздың айтып отқан секілді, біз тойды не үшін жасаймыз? Келген, қырықтың бірі қыдыр, жүздің бірі уәлі дейді. Келген кісілер бата берсе, дұға жасаса, сол жаңағы бір кісінің дұғасы қабыл болса, екі жас бақытты болса екен деп не істейміз? Сондай мақсатпен жасаймыз. Бәленбай қаражатымыз төгіп жасаймыз. Сөйтеміз де сондай мақсатта жасай отырып, мақсатымыз сол негізінде сол. Бірақ не істейміз? Сол мақсатымызды бел ортасынан шабатын, андай дұғаның қабыл болуына қайшы болатын, кедергі болатын арақты не істейміз? Суша төгеміз сол жерде. Сөйтеміз де жаңағындай сол жердегі ал кеп жаңағындай дастарханға тілек айтамыз, жастарға тілек айтамыз. Бұндай жағдайда өкінішке орай біздің жасап отқан іс-әрекеттеріміз біріне бірі қайшы. Мысалы айтамыз, не істейміз? Ағашты алып келеміз, өсіргіміз келеді, не істейміз? Тамырын шауып, тасты жерге отырғызамыз да. Оның тамырын баптап, оны жаңағындай уақытысында құнарлы жерге қойып, оны су құюдың орнына не істейміз? Сондай жерде жасаймыз. Өкінішке орай сондықтан да алғыс емес, қарғыс болады да ол. Өкінішке орай сондай жағдайлар болып жатады. Сол үшін тойды жасаған болсақ, екі жастың бақыты үшін жасаймыз. Ол жерде бата беріледі. Жаңағы батаменен ер көгерер, жауынменен жер көгерер. Атадан бота қылғанша бата қалсын дейді ғой. Бата мыңғұттық. Сол секілді батаның қабыл болуы бұл өте маңызды. Ал өкінішке орай Алланың харам болған істерін істеп жатқан кезде біздің дұғамыздың да қабыл болу ықтималы төмендей береді. Сол үшін арақтан аулақ болу керек. Алла разы болсын. Ұзақ жерден кесіп тастайсыңдар. Той мәселесіне шығып кетті, мына бүйтеді дейді да, жаңа бір кісі айтады дейді, енді неге барған ғой? Халал той деп жатыр. Халал той деп айтқанның өзі ыңғайсыз ғой. Былайша айтқан кезде кәдімгі Алланың талабына сай жасалған той ғой енді ондай. Арақ қойылмай. Сол тойға барып қалған, өмірінде ондай тойды көрмеген екен. Сөйтіп ол тойда отырып, ішіп жеп, біткеннен кейін, той деген осындай болады екен ғой. Осы уақытқа дейін білмеппін деп айтады. Басында бар ішіп алады да, болды, қызық сол екен деп жүрді ол. Сөйтіп барлық өткен нәрселі тілектерді естіп, келген адамдарды көріп есімен отырған ғой енді. Сөйтіп өзіне қызық болып өткенде, нағыз той деген осындай болады екен деп сонда мойындап жатыр дейді да. Енді осы кезекте негізі сын айтудан туындап кетті ғой барлығы. Жаңа біреулер екі топқа бөлдіңіз ғой жалпы адамдарды. Сын айтатын және екінші жаңағы эксперт жасайтындар. Соған байланысты бір өмірден де бір мысал айтып кететін болсақ, қылқаламшы дейді ғой енді айтқанда, художник, жаңа суретші. Бір жақсы бір шәкірт тәрбиелеп, сол шәкіртіне батасын беріп, соңында ауылына шығарып салып, саған соңғы бір тапсырмам болды деп айтады дейді. Ол тапсырмам жаңағы өзің ауылыңа барасындағыны жақсы бір сурет саласын, өзіңе ұнайтын. Сөйтіп адамдар көп шоғырланатын жерге, былайша айтқанда площадь дейді ғой, алаңға барып қоясын да, сол жерге қойып, қасына бір қызыл бояумен қалам қой. Сөйтіп өтініш жазып кет астына. Егер мына жерде бір қате кеткен жерім болатын болса, онда жаңа қызылмен крест жаңа X белгісін қойып, түзетіп қойыңыздар деп. Сөйтіп кетеді. Ертесі күні келсе, суреттен дым қалмаған қып-қызыл бояу дейді да жерде. Сөйтіп ыңжырға түсіп кетіп, дереу ұстазына барып жүгіріп болған жағдайды айтса, ұстаз енді екінші тапсырма саған деп. Тағы да бір жаңа сурет сал, сол жерге барып тағы қой. Сөйтіп астына өтініш жаз. Ол өтінішінде былай деп жаз жаңағы. Бұл жолы түрлі түсті бояуыңды қалдыр және қылқаламың таста. Егер менің қате кеткен жерім болса, соны өнеріңізбен сурет салу арқылы түзеп қойыңыз. Сөйтіп ертесі келсе,
суретке ешкім тиіспеген дейді. Жоқ, бәрі таза тұр. Сөйтіп ұстазына келіп айтса, ұстаз айтады дейді да, біріншісінде сен адамдарға сын айтуға повод, мүмкіндік бердің. Адамдар сын айтқыш келеді, барлығын не алды? Қызылмен бояп тастады. Ал екінші күні сен оған нені бердің? Жаңағы арнайы бір туындыға тағы да бір өнер арқылы туынды қосу үшін. Яғни сен сын айтатындай, сен менен жоғары емессің, өзің не бітірдің, маған сын айтатындай деген секілді ғой. Яғни сондай нәрсе арқылы сен оларға айтқан кезде олар істей алмай қалды. Өйткені олар сенің істеген нәрсеңді білмейді сен жайлы. Деген сияқты немен ұстаз айтыпты. Расында адамдар шынымен де солай ғой. Егер сын айтатын болса, өзі білмейтін іске де жаңағыдай сын айта береді, жаңағыдай оңды соңды, дұрыс болсын, дұрыс болмасын. Ал егер өзі білетін, өзі білмейтін іске жаңағы художник, суретшінің мысалы сияқты келетін болсақ, егер өзің істеп көр дейтін болсаң, ол істей алмайды. Өйткені ол оның қолынан келмейді да. Яғни осындай бір берекелі, жалпы ұғымды бір оқиға өмірде болған екен. Енді мына жерде бір тамаша бір оқиға есіме түсіп тұр, айта кетейін. Жалпы біз енді Алланың бізге деген көзқарасы, ризалығы маңызды деп жатырмыз ғой. Бұл жерде жаңағы халықтың бәрі бізге жау болсын деген мәселе жоқ бұл жерде. Мәселе жоқ. Біз қолымыздан келгенше бізге айтылған сындарға, бізге тағылған айыптарға, кемшіліктерге оның олай емес екендігін дәлелдеуіміз қажет. Дәлелдеу. Және сынды қабылдай білу дейсіз. Иә. Ибн Мимар Синан деген атақты бүкіл мұсылман жұртына ортақ сәулетші бар, архитектор. Сол керемет бір мешіт салады, мұнара салады. Сөйтіп мұнараны бітірген кезде жалпы биік ғимараттарға басын көтеріп жоғарған кезде қисық секілді көрінеді көзге. Сөйтіп салып, ашылу салтанатында кішкентай бір бала келеді, айтады, ата мынау өзі қисық қой дейді. Солай ма деп, арқана келіңдер деп жаңа жұмысшыларын шақыртады, басына арқаны тартады. Тарт дейді, тартады. Балаға айтады, түзелді ма дейді. Тағы да тартыңыз, кішкене қисық болып тұр дейді. Тарт дейді, тартады. Сөйтеді, қалай болды дейді. Дұрыс болды енді, түзу болды. Енді арқаны шешіңдер дейді. Соны шешеді, анау кішкентай бала кетеді. Соны жанындағы шәкірттер айтады, ұстаз дейді, оның қисық емес екенін біз де білеміз, сіз де білесіз дейді. Енді жоғары қараған кезде ол солай көрініп тұр дейді. Неге сонша бізді әуреге салдыңыз дейді. Біріншіден дейді, ол баланың сол сөзі ел жұрттың ортасынан жайылады. Ол қисық болмаса да елдің ортасынан сондай ой қалыптасады. Сондай пікір қалыптасады. Сөйтіп өмір бойы қисық болып өтеді. Қарайды, жаңағы аспан қарағанға дүп түзу нәрсе, енді көз уровень емес қой оның. Сөйтіп, мынау сөйтіп қисық қылып жасап кетті ғой, мынау сауатсыз деп айтатын болады ел деп айтты. Сол секілді біздің бойымыздан бір кемшілікті біреу басқаша қырынан сын ретінде айтатын болса, егер біз оған үндемей, сен о не десең, о десең, бүкіл халықтың ортасында сен солай таныласың. Таныласың сөйтіп. Бала болса да, не дейді, ол сөз тарап кетуі мүмкін. Екіншіден дейді, мен ол бала, жас бала болғаннан кейін мен ол менің пікіріне санастым дейді. Ол бала адамзат, адам баласы, сондықтан да мен ол баланың бойына бір менімен ел жұрт санасады екен. Мимар Синан секілді жаңа үлкен өзінің майталаманың өзі менімен салысып жатыр, ол балаға сенім ұялады дейді. Сондықтан да бізде қоғамда біз туралы туу мүмкін болған жаңсақ пікірді түзетуге тырысуымыз керек. Ең тамаша мысалы сұрақтарыңызда да бар екен. Пайғамбарымыз салсам Сафия анамызбен түнде шығады. Пайғамбарымызды жаңағы әйел кісімен көрген екі сахаба жылдамдатып жаңағы ұзақтай берген кезде пайғамбарым бері кел деп шақырып алады екен. Мынау менің жарым Сафия дейді. Сол кезде ол екеуіне дейді, я Расулалла, кешіресіз, біз туралы, сіз туралы жаман ойламаймыз ғой деген кезде, сендер жаман ойламайсыңдар, бірақ шайтан сендерге арам ой салады дейді. Сол секілді бауырларымыз біз туралы жаман ойламауы мүмкін, бірақ арам ой салып шайтан бәлки сол ойдың арыла алмай жетегінде кету ықтималы бар. Сол үшін біз егер түсіндіру керек болған жерлері болса, ешқандай қысылмай, мына кезде мен былай айтқан болсам, оның себебі былай, мына жерде былай істеген болсам, оның себебі былай деп түсіндіріп, ешқандай кемшілік жоқ. Мен саған жаңағы өзім жайлы бір ақпарат беріп, болмаса сенің алдында ақталғым келмейді деген сияқты ойлардан арылып, ақталатын кездерде болады дейсіз ғой жалпы, иә? Енді ақталатын кезде бұл жерде айтып жатқан мәселе ел жұрттың ортасында солай танылып кетпей, өзіңіздің енді абыройын сақтау, абыройлы болған жақсы. Жақсы. Сол үшін де бұндай мәселелерде пайғамбарымыздың көрсеткен жолы біз туралы бірінші өзіміздің іс-әрекетімізде сондай сақ болуымыз керек. Яғни жаман ой туғызатындай дәрежеде жүріп тұрмауымыз керек. Енді мысалға мына бір сөз бар ғой. Бір екі кісі
абыройлы сондай парасатты кісілер жаңағы арақ шарап ішілетін неге кіреді, мейрамханаға кіреді, тамашалап алайық деп. Олардың ішерін ой жоқ. Сөйтіп айтады, ел жұрт көрсе не дейді біз туралы дейді. Олай болса ар жағына кірейік, қуысқа дейді. Сонда біреусі айтады да, қаншалықты терең кірсең, соншалықты терең кіріп кетесің дейді. Біз қуысқа кірген сайын осы мәселелерді не істейміз, солардың жаңа түбіне жеткен секілді боламыз дейді. Сол үшін біз егер жаман жерлерде жүретін болсақ, оны істемесек айтады, пәленше сол жерде жүрген дейді. Көрдіңіз ба? Пәленше сол жерде жүрген дейді. Анау қарғаның соңынан ерген адам жаңа бірдеңке шұқиды деген сөз бар ғой. Сол секілді ондай жерлерден аулақ болу керек. Аулақ болу керек, көрдіңіздер ме? Сондай жағдайларда біз мән беруіміз қажет. Анау сіз айтып отыр ғой, жаңағы Мимар Синан деген өте шынымен де үлкен мықты сәулетші болған өз дәуірінде. Ол кісілердің шәкірттері әлі осы күнге дейін сол ненің жолын ұстанады жаңағы істеген. Сол кісі жаңағыдай осындай мешіт салып, одан кейін жаңағы ішінде хор дейді, кальян шегіп отырады. Естіген шығарсыз. Сол халық өткен сайын көрген кезде бұл жайлы әңгіме қылады. Мынау сондай сәулетші үлкен мешіт салады, енді келіп кальян шегіп отыр мешіттің ішінде дейді да. Сөйтіп бұл сөз тарайды жаңағыдай, бұның несі басқа, дұрыс емес адам дейді. Ол жаңағы неге жетеді, жаңағы мешіт салдырған, яғни болса ауылдың әкімі сияқты, сонда сұлтанға жетеді. Сөйтіп келіп жаңағыдай шақырып алады жаңағы Мимар Синанды. Сен не істеп жатсың? Ұят емес пе? Не істедің? Не бүлдірдің? Мына елдің аузында қандай сөз тарап отыр? Сен біздің осы недегі сондай үлкен ұлы сәулетшісің дейді. Сонда айтады, жоқ, ол жерде жаңағы кальянның ішінде жаңағыдай не салады. Ол салмай жаңағыдай не істеп жатыр? Акустика жасап жатыр екен. Құр деген тұр деп дауыс шығады, соны акустикасын түзеп жатыр дейді. Адамның есіне жаңағы санасына әсер етпейтін нәрсені салмайды да ішіндегі. Енді бұл жерде пайғамбарымыз салам айтады, егер бір күнә жасап қойсаңдар, оны ешкімге айтпаңдар дейді ғой. Яғни жасырсаң, Алла да жасырады. Өкінішке орай біздің еш қысылмай күнә жасауымыз, көптеген күнәларды жасауымызға бел буымыздың себебі кейбір күнә жасап жүрген кісілердің соны ашық айтып стимул ретінде мақтанғаны үшін, пәленше жасап жүр ғой, ол жоқ болып кеткен жоқ, мен де жасасам түк қылмайды екен деген секілді сондай бір ой туады. Сол үшін пайғамбарымыз салам не деді? Егер күнә жасап қойсаңдар, оны жасырыңдар деді. Одан кейін пайғамбарымыз салам не деді? Егер бір мұсылманның айыбын көрсеңдер, оны жасырыңдар, Алла тағала сендердің бір айыптарыңды ашады. Егер оның айыбын ашатын болсаңдар, Алла тағала сендердің айыптарыңды ашады деді. Сондықтан да кемшілігімізді барынша жасыруымызға тырысамыз. Енді Алла тағала бізді жаратты деп, жаңа Европадағыдай қалай болса солай жүрмейміз ғой. Біз не істейміз? Әуре-үйрен жау үшін киім киеміз, дұрыс па? Ұятты жер жау үшін киімімізді киіп қымданып отырамыз. Енді солай жаратты екен деп бәркім жүрмейді. Сол үшін пенде болғаннан кейін кемшіліксіз адам жоқ. Жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Біз барынша егер қателік жасап қойған күннің өзінде де біз не істеуіміз керек, оны көрсетпей отырмыз. Енді Ерлан ұстаз ана жаңа бір неден бағдарламадан алдын әңгімелесіп отқанда айтып қалдыңыз ғой, Ибн Сирин. Ғалымдарымыздың жауһар сөздері ма? Осындай бір жағдайға бір айтқан сөздері бар екен, соны бір қайталап берсеңіз. Ибн Сирин, Алла ол кісіден разы болсын, айтқан сөзі бар екен. Егер әлде бір бауырың сені сөзбен не ісімен ренжітер болса, оны ақтайтын дәлел ізде дейді. Егер дәлел таппасаң, оны ақтайтын. Бәлкім оның мен білмейтін дәлелі бар шығар дейді. Яғни шынымен де оның бір дәлелі бар шығар. Ол мені сыртымнан сондай сөздер айтты. Оны бірақ енді мен ақтауым керек екен да. Мен ол үшін де жамандық ойламауым керек екен. Яғни мен оны ақтауым керек. Егер мен оны дәлел таппасам, мүмкін, значит, онда өзінде дәлелі бар шығар. Мен білмейтін дәлелі бар шығар. Бір жеттен ағаттық кеттім ба деген сияқты жаңағы сол оймен айтылған сөз деп ойлаймыз енді. Енді Алмас мырза, өзіңізге бір сұрақты қоятын болсақ, жалпы адамзаттың табиғаты сол ғой, біз жалпы елге сүйкімді, сыйлы, жаңа абыройлы болғымыз келеді. Ешкім абыройсыз болғанды қаламайды ғой. Әйтеуір бір өзінің бір жетістігімен, өзінің бір тұлғалық келбетімен елдің алдында кішкене танылғысы келіп, сол сияқты жаңағы өзінің абыройы төмен болғанды қаламай, өзінің жақсы қырларынан көрсеткісі келеді көбісі. Жалпы адамзат табиғаты сол. Ал енді оны перфекционалистік деп ұғым берген екен, неде жаңағы психология ілімінде, ол адамзат өз-өзін мінсіз санауы. Ешқандай мінді өз-өзіне жолатпайды. Жалпы осы мінсіздік жалпы адамға қандай қауіп төндіреді? Қаупі бар ма негізі? Иә, бар. Адамның өзінің психологиясына
қаупі бар. Қай жағынан мен өзім де сонымен ауырғанмын кезінде. Перфекционистік мінез құлық бұл кішкентай кезде қалыптасады. Көбінесе ата-ананың көп шарт қоюынан. Сен 5 оқу керексің, сен түзу жүру керексің, сен былай істеу керексің, сен үйдің ең үлкенісің, саған қарап бәрі не алады. Яғни артық жауапкершіліктерді балаға үйіп тастаған кезде және көп кінәлаған кезде пайда болады осы перфекционистік мінез құлық. Ондай адам мынау психологиялық қысымда өседі да, сәйкесінше автомат түрде енді жастайынан сөйтіп тәрбиеледі ғой. Өйткені ата-анасының өзінде де сондай травма болғанда, кішкентай кезінде мынау жұрттың ойына қарап жүріп, олар не дейді, не айтады. Мына бір сөз бар, өзіне сенімсіз ата-ана сынағыш келеді дейді, баласын сынай береді. Мысалы, бала әдемі болып туылады дейді, бірақ ата-ана оны өзінің сынау арқылы түзеуге кіріседі дейді, сөйтіп оны мүгедек қылады дейді. Сол перфекционистік мінез құлық сол жанның мүгедектігінің бір түрі негізінде. Ондай адам тыныш өмір сүре алмайды, ол әрдайым күйгелектікте жүреді. Анау не айтып қалды, мынау не айтып қалды, қайта-қайта ананы ысыра береді, қайта-қайта жуа береді. Жатар кезінде қайта-қайта есігін тексереді, құлтадым ба, құлтамадым ба. Мінсіз қылуға тырысады. Не үшін? Қорқады. Мінді болып қалудан қорқады. Иә, ел мені ертең артымнан бір сөз айтып қалса, бітті мен, аның барлығы күйеді. Оның түпкі себебі, ол өзінің жасаған амалына, жасаған ісіне өзі баға бере алмауында. Қандай адам өзі баға бере алмайды, өзін бағалай алмайтын адам баға бере алмайды. Яғни өзінің жасаған еңбегін өзі бағалай алмайды. Содан кейін ел жұрттың пікіріне, ойына тәуелді болады. Сол тәуелділіктің әсерінен перфекционистік пайда болады. Енді бұдан құтылудың амалы өзіңнің жасаған еңбегіңді, жасаған дүниеңді өзің бағалай алуың, өзің баға бере алуың. Ол үшін тұлға ретінде қалыптасу керек адам. Бүгін ғана статистиканы көрдім, жер бетінде қазір 7,183 миллиард халық бар екен. 7,8 миллиард халық бар екен да. Олардың барлығы индивид болып туылады. Индивид дегеніміз әр адамның өзінің саусақ ізі бар бөлек, көз қарашығы бар бөлек, және ДНК-сы бар бөлек. Бұл бәрі индивидпіз. Келсесіз ғой, бәріміз индивидпіз. Ал енді сол индивидтен тұлға болып қалыптасу бұл бөлек екен. Тұлға болып қалыптасуы. Сол тұлға болып қалыптаспаған адамның өзінің ойы болмайды. Өзінің сөзі болмайды. Өзінің амалына толықпен жауап бере алмайды. Ол әрдайым бір нәрсені кінәлап отырады. Сондықтан келесі жолы бұл жерде ата-ана болса өзінің баласын тұлға ретінде қалыптастыра алу үшін өзі тұлға болып қалыптасу керек. Немесе өзі үлкен кісі болатын болса, онда индивидуумнан жеке тұлға болып қалыптасуға әрекет жасау керек. Ол үшін мен ойымша білім керек. Білім нұр, білім қараңғылықтардан ашатын жол. Жақсы ұстаз болса, ұстазы жақсының ұстамы мықты дейді ғой. Ұстам деген ол стержен іштегі, ол рухани күші. Сондықтан жақсы ұстаздардан білім алу керек деймін, тұлға ретінде қалыптасу үшін. Солай шығу жолы. Ал енді Алла разы болсын, Алмас мырза өте орнықты болды. Сол ойда бір кішкене бір мысал ретінде әңгіме ғой. Сол сіздің айтқаныңызға да ұқсап кетеді. Бір кісі 3 жасар баласымен және де 7 жасар баласын жаңағыдай футбол көруге орталық стадионға апарады. Жетектеп барған кезде, яғни бұл жерде сіз айтып отқаныңыз, әке бірінші тұлға болу керек деп отырсыз ғой, мақсатта. Сол апарып кассаға қараса, кассада үлкен кісілерге 1000 теңге, 6 жастан асқандарға 500 теңге, және де 6 жасқа толмағандарға тегін деп жазылып тұр. Енді бұл кісі 3 жасар мен 7 жасар баласын алып барды. Сол кезде жаңағы кассаға айтады, маған 2 билет бере қойыңыз, біреуі 1000 теңгелік, біреуі 500 теңгелік дейді. Енді артта кезек күтіп тұрған бір кісі айтады, ағасы деп ақырын сыбырлайды, ағасы мына балаңызға 7-ге толмады деп айтсаңыз да сенеді ғой, 500 теңгеңіз қалтада қалар еді дейді.
Енді жаңағы әкесінің берген жауабы, бұл жердегі мен дейді, бір 500 теңге үшін өтірік айтсам, ол балада мәңгілік қалады дейді. Яғни ойында қалады. Яғни әкем маған рұқсат беріледі екен осындай өтірік айтуға. Яғни 500 теңге арқылы мен баламның өміріне балта шаба алмаймын дейді. Я болмаса мен өзімді саусақтарымды тістеп қала алмаймын дейді. Сол сияқты бірінші тәрбиені мен өзімнен бастаймын демекші. Енді ол әңгіме болғаннан кейін арасынан қосып отқаным ғой. Сол жаңағы жауап бергеннен кейін артында кезекте тұрған жігіт ойланып қарап, кішкене беті қызарған екен. Алла разы болсын. Енді бірінші біз өзімізден тәрбиелеуіміз керек қой, өзімізден бастауымыз керек баламызға. Егер анау қасқырда баласын аңға ертіп жүріп үйретеді ғой. Сол сияқты бізде қасымызда балаларымыз болса, неміз болса да осындай бір жақсылықта, мешітке, жұмаға апаратын болсақ та, қасымызға ертіп жүрсек жақсылықта да ол бала содан арап жаңағыдай дариды екен. Енді Ернар ұстаз, сізге келесі сұрағымызды қойсақ, енді неге адамдар өздері қандай болса, елдің бәрін солай ойлайды? Өзі енді ұзақ сұрақ емес деген сияқты қысқа сұрақ қой. Қысқа жауап беру керек болады. Кім не десе сол дейді. Ұстаздың жақсы сөзі береді. Ұстазымыз кезінде медреседе директор болған бізге 3 жыл бойы. Сонда классқа келіп бір нәрсе десе қарап тұрып, кім не десе сол дейді. Оған бәріміз күлетінбіз. Сол сияқты қысқаша түрде бір нұсқалы. Анау құдықта жатқан бақа аспанды құдықтың тесігіндей ғана деп ойлайды дейді ғой. Сол секілді әлгінің өресі, көкжиегі, білімі, парасаты, өмірге деген қалыптасқан ұстанымларды көп жағдайда енді біз өзімізге қарап салыстырамыз. Қолымызда бір өлшем бар. Сон өлшеммен салсам, мысалға бізге қазір ауа райын фаренгейтпен өлше десе біз түсінбейміз. Қалай градуспен түсінеміз? 0 градуста мұз қатады. Демек машинамызда жаңағы антифриз емес су болатын болса, оны төгу керек деген секілді. Сол секілді біздің қолымызда бір өлшем бар. Ол біз өзіміз. Сол үшін өзіміздің көп жағдайда өзімізбен салыстырамыз ғой. Өзімізді көп жағдайда салыстырамыз. Енді біз пенде болғаннан кейін көп кемшілігіміз бар, қателігіміз бар. Сол елдің бәрін өзіміз секілді ойлаймыз. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір нашар кісі келіп, пайғамбарымыз саллаллаху қарап отырып айтады: "Сіз қандай нашар адамсыз?" деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи Алланың елшісіне, адамзаттың асылына, әлемдерге рахым ретінде жіберілген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қарап отырып айту үшін сен кім болуың керек? Сол кезде пайғамбарымыз не деп айтты? Сен өзіңнен хабар бердің ғой деп айтты дейді. Сен өзіңнен хабар бердің. Сондай бір кісілер болады. Елдің бәрі жақсы ол кісіге. Деп жарқылдақ болған кісі, анауынды көрсең де жақсы деп айтады, мынаны көрсең, өйткені өзі жақсы ғой. Өзі секілді ойлайды елдің бәрі. Сол секілді бізде өкінішке орай кейбір кезде өзіміздің кемшілігімізге, қателігімізге, әсіресе мынау түйсігі таяз адамдар, нашар адамдар өзіне салыстырып, өзінің жаңа ішіндегі қулық, бықсығымен істейді. Сол адам өзінің қарсысындағы адамды да солай деп ойлайды, өкінішке орай. Біз сондықтан да ондай нәрседен арылуымыз керек. Ал арылу үшін нәпсі тәрбиесі керек, өмір тәрбиесі керек, білім керек, парасат керек. Бұл жолда енді өте үлкен еңбектер сіңіру керек. Онсыз батпақтан шығу қиын, батпақтан шығу қиын. Сондықтан да жан дүниеңде не бар, сен соны көресің, соны байқайсың. Ылғи келтіретін мысалымыз ғой, Иса алейхиссалам өзіне хауарийлермен кетіп бара жатқан кезде өліп сасып жатқан бір иттің өлекшесін көрді дейді. Соны жандағының бәрі тіксініп, жиркеніп, жаңа мұрнын жауып неткен кезде тістері қандай керемет, маржандай деп айтты. Дөп үңіліп қараса, тістері шынында да маржандай, адамның тісінен де әдемі екен дейді. Қараңызшы, сондай сасып жатқан өлексенің ішінен не көріп тұр? Бір әдемілік. Жауһарын көріп тұр. Әдемілік көріп тұр. Енді пенде болғаннан кейін бүкіл нәрседе қателік бар, кемшілік бар. Раушан гүлінің өзінде тікені болады. Сосын айтады ғой, гүлді жақсы көрген кісі тікеніне шыдау керек дейді. Бұл жерде осы мәселе қысқаша. Осыдан жаңа имам Шафии рахимахулла, Алла тағала ол кісіге разы болсын, ана 4 мазхабтың бірін қалаған имамымыз ғой. Сол кісі бір күні қатты ауырып қалады. Сонда бір бауыр келіп зиярат келіп имам Шафиге айтады дейді: "Алла әлсіздігіңді арттырсын" деп. Негізі ол жаңағы Алла саған жаңағы әлсіздігіңді болдырмасын деген ниетпен айтылған сөз еді дейді. Сонда өзі кішкене айтқан сөзіне жаңағы біртүрлі болып қалады. Сонда имам Шафии түріне қарап тұрып, егер мен жаңа әлсіздігімді Алла арттыратын болса, мен өлем ғой дейді, ары қарай аурудан. Сонда уаллахи дейді, мен сізге жамандық қалаған жоқпын, мен керісінше айтқым келді дейді. Сонда имам Шафии ол кісіге айтқан екен:
Алланың атымен ант етейін, егер сен мен жайлы жаман нәрсе ойлап тұрып айтсаң да, бірақ мен сені олай қабылдамаймын. Мен сенің бұл сөзіңді жақсы ниетпен қабылдадым деген. Яғни өзі жайлы хабар берді деген сөз ғой имам Шафии рахмаллах айтқаны. Соған байланысты келесі сұрақты Ерлан ұстаз Алмас мырзаға өзіңіз қойып жіберсеңіз. Шатастырып алдым. Бірден кейін бас жүрегін таппай қалдым ғой. Қазір. Алмас мырза, міне сізге қоятын да сұрағымыз, адам өмірі эмоцияға толы. Эмоциялар адамды реніштен жылатады, я болмаса махаббат үшін өзіңді құрбан етесің. Құрбан еткізуге де барасың. Эмоциямызды сыртқа шығаруға, мысалы шығаруға ойларымыз ғана емес, ниетпен әрекетімізде еріксіз мәжбүрлейді. Ниетімізбен әрекетімізде. Енді ашу, өкпе, қызғаныш сынды жағымсыз эмоциялар көбіне бақылаудан шығып, өмірімізді қиындатып жіберетін кездері де болады. Сол жағымсыз эмоцияларды басқару жолдарын айтып өтсеңіз. Енді адамда эмоцияда психология несінде көп неге бөлінеді ғой, иә. Эмоция екі түрі бар негізгі. Позитивті, негативті эмоция. Негативті, агрессивті эмоцияларға ол ашу, ыза, кек, реніш, өкпе, солар кіреді. Адамның жанын улайтын дүниелер, ол тыныштықты қуатын нәрселер. Ал позитивті эмоцияға қуаныш, бақыт, сыйластық, жақсы ойлар, солар кіреді. Сіз айтқаныңыз енді агрессивті эмоциялар ғой, оларды қалай бақылауға болады? Агрессивті эмоцияларды бақылаудан гөрі олардан арылған дұрысырақ деп ойлаймын. Өйткені ол агрессивті эмоцияның кез келгені болсын, кез келген эмоция ол сыртқа шықпаса, ол тәнге ауру әкеледі. Мысалы, эксперимент жасаған ғой кім? Ибн Сина. Қой мен қасқырды екі жерге қояды, екі торға. Бірақ қой өліп қалады 3 күннен кейін. Не үшін? Өйткені қорқыныш эмоциясы, қасқыр мен жеп қойма деген қорқыныш эмоциясынан өліп қалады. Қасқыр өлтірмей тұрып өзім өліп қалған. Солай. Осы коронавирус та сол. Қаншама адамдар қорқыныштан ауырды да. Ойбай мен ауырып қалмайыншы деп. Сондықтан неден қашсаң соған жолығасың дейді ғой. Бұны бақылауға тырысқан сайын ол күшейе береді. Өйткені физиканың заңдылығы бар. Қарама қарсы күш қарсы күшке тең дейді. Нені жоюға тырысқан сайын ол көбейе береді дейді. Сол себепті бұл негативті эмоцияның пайда болу себебін анықтау керек. Кәдімгі трансформациялау механизмі бар да бұл жерде. Мысалы қорқынышты алайық, немесе ренішті алайық. Әкесі баласына ренжіді дейік. Реніштің артында тұрған ниет ол әкенің баланың іс-әрекетіне разы болмау. Яғни өзінің ойындағы, дүниетанымындағы белгілі бір іс-әрекетке ана баланың амалы сәйкес келмеді. Содан реніш пайда болды. Яғни ренжу арқылы баласына не істеп жатыр? Өзінің ойындағы амалына көндіріп жатыр. Яғни манипуляцияның бір түрі бұл. Бұл жақсы да емес, жаман да емес. Әкенің ниеті дұрыс. Бірақ ренжу арқылы баланы түзетпекші, ол жүзеге аспай қалады. Яғни айтайын дегенім, сол негативті эмоцияның артында тұрған бірінші ниетті анықтау керек. Мен не үшін ашуланып жатырмын мына адамға? Мен не үшін ренжіп жатырмын мына адамға? Қандай ниетпен ашуланып жатырмын деп. Соны анықтағаннан кейін қалай мен оған да өзіме де зиян тимейтіндей жақсы мінез құлықпен жүзеге асыра аламын осы ниетімді. Сонда ғана ренішті адам жібереді, немесе қорқынышты жібереді. Өйткені эмоцияны әсіресе агрессивті, негативті эмоцияны басқару қиын. Ең жақсы адам негативті, агрессивті эмоцияның ішінде көп сақтай алмайды. Өйткені тағы бір хадис есіме түсіп отыр. 3 күннен артық ренжімейді. Мұсылман 3 күн артық ренжімейді. Ал ғалымдар дәлелдеді, егер адам 3 күннен артық ренжитін болса, сол реніш жанды улай бастайды екен да, түйсікке еніп кетеді екен. Ал одан құтылу қиын болады. Ал жақсы адамға реніш жұқпайды. 3 күннен артық ол ренжи алмайды. Сондықтан ең жақсы профилактика ғой.
жаңағыдай ашуланып құтылғаннан гөрі ашуланбаудың алдын жасаған дұрыс. Ренжудің алдын алу керек. Сонда менің ойымша ол өзінің ішкі жан дүниесін таза ұстаған кезде агрессивті эмоциялардан аулақ болады. Яғни бұны басқармаймыз, одан арылуымыз керек қой, дұрыс қой. Ал енді агрессивті эмоциясы бар адамдар не істейді? Мысалы мен кейде қоғамда жүремін, қоғамдық көліктерде отырамын, біреуге тиіп қалсаң бүйтіп қарайды, аяғын нечайына басып кетсеңіз ұрсуға дайын тұрады, қарап жүр, көзіне қарап жүр деген секілді. Бұл адамның ішінде агрессия бар деген сөз. Тіпті мысалы комментарияның өзінде де кейде сондай агрессивті комментариялар жазады. Мұндай адамдар ол жастық шағында психотравма алғанда, бұл адамдар енді сол жастық шақтағы немесе өткен шақтағы сол жан жарасын емдеуге тырысу керек. Сонда жаймен соны емдеу арқылы ол сол агрессивті эмоциядан арылады. И сәйкесінше өзінде өмірі жақсы болады, и отбасында өмірі жақсы болады. Сондай эмоцияларды жаңағы жақсы эмоцияға ауыстыруға бола ма негізі? Болады, иә. Сол кезде жақсылықпен шығаруға. Негізі былай ғой, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде бар, Алла тағала бір мұсылманның табанына бір тігенді кіргізу арқылы оның несін, күнәсін кешіреді дейді. Кей кезде мынандай эмоциялар шығып жатады. Бір адам есікті жөндеп жатады, біреу машинасын жөндеп жатады, ключ түсіп кетеді, болмаса қолын ұрып алады, сол кезде шешеңді пәлен қылайын деп сондай бір немен шығарады ғой, эмоциясын бір сондай сөзбен. Ал ол кезде ол адам ұтылды. Біріншіден ол ауырды денесі, екіншіден боқтады, ол күнә жазылды да. Негізінде сол жерде жаңағыдай альхамдулилля деген сөзбен, болмаса сабырлық танытып, жаңағы жақсы эмоциямен шығарса, жақсы сөзбен шығарса, бір сауап болады екен. Екіншіден жаңағы айтқан сөзіне сауап айтады, мадақ айтқаны. Және сол арқылы Аллах тағала оның күнәсін ауырту арқылы денесін күнәсін кешеді деген мәселе. Сол сияқты өзгертуге болады ол негізі. Жақсы эмоцияға, жақсы бір, мысалы аяқты басып кетті, сол кезде сен ашуландың жаңағы. Ол кезде жаңағы наоборот күліп қарау сияқты. Егер адамның ішінде ашу болатын болса, ол бәрібір ашуланады. Ал егер ашу эмоциясы андай агрессивпен енгізілмеген болса, ол ашуланбайды бәрібір. Қанша басқанмен де. Осы психология байланысты бір кітап оқып жатырмын, сонда бір мысал келтірген екен де. Жаңа бір мысал үшін дейді, күнімізде дейді, адамдар сондай бір псих болып кеткен дейді. Болмайтын нәрсеге ашуланады дейді. Мысал үшін бір кемпір, ол неге магазинге келеді. Жаңа магазинге келген кезде бір сауда жасайды. Оған жаңағы кассада сдачаға қайтарым беретін ақшада жаңағы ірі ақша болмай қалады да. Өңкей бір теңгелік, 5 теңгелік, 10 теңгелік болып қалады. Сол кезде оған үйіп төгіп берген кезде, ана соған бола ашуланады дейді, ана неге маған ондай беріп жатсың деп. Ол кезде сен ашуланба дейді. Жаңа оны ал біреуге бере саласың ғой дейді, ол да ақша ғой дейді, мысалы сен қарап тұрсың. Ал біз сондай дәрежеге кеттік, болмайтын нәрсеге бола біз ашуды шығарамыз дейді. Ол жаңағы шынымен де дейді, негізі ол адамның басындағы бұрынғы өміріне сіз айтқандай байланысты дейді. Ол мүмкін ол кемпір жалғыз тұрады дейді. Соған қарау керек та. Оның бірге ешкім тұрмайды, тек қана бір күшігі болуы мүмкін. Асырап жүрген. Сонымен ғана өмір сүреді, и ол тек қана пенсионер болуы мүмкін дейді, одан басқа келетін ақша жоқ дейді. Сондықтан сондай нәрселер оның жүйкесіне әсер етіп, сондай нәрсе шығару мүмкін дейді. Ол мүмкін ғой негізі ондай нәрсе. Дұрыс. Енді Ернұр ұстаз, өзіңізге бір сұрақты қойсақ, енді осы эмоцияның жаңа қарама-қарсы түрі деп айтсақ та болады. Жалпы өзгенің басына келген бір пәлекет болатын болса, бауырымыз болуы мүмкін, қасымызда досымыз болуы мүмкін, қиыншылыққа, дертке ұшыраса, зиянға ұшыраса, соған қуанып қарау. Сондай адамдар бар ғой. Біреудің басына бір пәлекет келіп жатса, оған керісінше жанашырлық танытып, Алла тағала бұны сен тез арылтсын дегенше, сауап болды осыған. Осы керек еді деп айтады ғой. Жалпы ондайлар кездеседі. Жалпы сондай ойдан, сондай эмоциядан қаншалықты жаңағы несі, күнәсі ауыр. Осы мәселеге тоқталып өтсең. Жаңағы бауырымыз қойған сұраққа қоса кетейін, рұқсат болса. Ашудың да қасиетті болатын кездері болады. Енді ол ашу адамға берген Алланың сезімдерін жұлып алып тастамайсың. Оны тәрбиелеу керек. Мысалы, Хазірет Омар радиаллаху анху қандай еді? Неге келгенше, исламға келгенше. Пайғамбарымыз саллаллаху оны не істеді? Хазірет Омарды бияз қылып жіберген жоқ. Не істеді? Исламға сай қылып тәрбиеледі. Ашуын исламға сай қылып. Исламға. Сондықтан пайғамбарымыз ашуланған, ренжіген сахабаларға. Неге ренжіген? Алла тағаланың дініне қайшы болған нәрселерге ренжіген. Қайшы болған нәрселерге ашуланған, пайғамбарымыз қуанған.
көрдіңіз ба? Сол секілді бізде неге ашулану, болмайтын нәрселерге ашулану ол кемшілік. Ал ашулану керек болған нәрселер бар, ашулану керек. Ашулану керек болған нәрселерге ашуланбасаң, демек сенде бар проблема бар. Проблема. Мысалы қызың темекі шегіп жатса, сен ашуланбайсың, мысалы мен сабырлымын деп мысалы. Сол секілді адамның өзін қорғау керек болған Алла тағала жаратқан қасиеттері бар. Оны біз қолдануымыз керек. Бірақ жаңағы көрсеткен, яғни пайғамбарымыз саллаллаху көрсеткен бойынша. Ол да өйткені жаңа айтады ғой, күресті жеңген балуан емес, ашуын жеңген балуан дейді. Сол үшін біз қай жерде ашулануымыз керек? Сезім, мысалға Абай атамыз айтады, адамның ішіндегі дерт я көзден жас болып шығады, я ауыздан сөз болып шығады дейді. Сондықтан ол екі жол. Бұл жерде енді қалай пайдалануымыз керек екен, енді ол бөлек бір мәселе, бөлек бір тақырып, оны ислам өзі бір көрсеткен. Енді жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бізге көрсеткен жолы мұсылман өзге бауырының қайғысына, өзге бауырының басына келген сынағына қуанбайды деген хадисі бар. Демек, біз жаңағы оның бір бәлеге ұшырағаны арқылы біздің жанымыздың былай айтқанда рахаттануы, сондай бір керемет бір күйге бөлену, бұл бір проблемалық мәселе негізінде. Біз не істеуіміз керек? Керісінше бәлки жек көруіміз мүмкін, жақтырмауымыз мүмкін, жұлдызымыз қарсы болуы мүмкін, суқанымыз сүймеуі мүмкін, бірақ дегенмен ол біздің бауырымыз. Мұсылманшылығымызға жалпы үлкен қауіп дейсіз ғой. Өйткені бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи оған рұқсат бермеген. Сол үшін біз мұсылманның бауырымыздың басына бір қиыншылық келетін болса, қолымыздан келгенше ол қиыншылығын сейілтуге атсалысуымыз керек. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір хадисінде айтады, егер бір кісі өзге кісінің жаңа күнә жасап жатқанын көріп, бұл бітті, тынды деп айтатын болса, негізінде бірінші өзі бітеді дейді. Яғни сол күйге өзі түседі. Сонымен қатар бір мұсылманды бір кемшілігімен айыптайтын болса, немесе жазғыратын болса, сол кемшілік өзінің басына келмейінше оның дүниеден өтпейді дейді. Көрдіңіз бе? Сол үшін біз кең болуымыз керек, біз дархан болуымыз керек, қолымыздан келгенше жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху көрсеткен жолымен жүретін болсақ, кеңшілікпен жүретін болсақ, иншалла бұл дүниеде де, осы дүниеде де бақытты болуға біз тырысамыз. Және оған қолымыздан келгенше бір Алла тағаланың оған да мүмкіншілігі кең пейіл болатын болсаң, Алла да саған кеңшілік сыйлайды. Біз білеміз, жаңағы атақты бір ғалымның сондай бір қатыгез көршісі болады, үнемі жаңағы күресінің, содан кейін жаңағындай жаман нәжісін ана кісінің үйіне қаратай ағызады, соған қаратай лақтырады. Күндердің күні ана кісі науқастанып төсек тартып жатқан кезде әлгі ғалым барып қал жағдайын сұрайды ғой. Ана кісі қатты ұялып, қысылып, енді соншама өмір бойы жамандық жасап келді. Соны айтады, сіз менің ауырғанымды қайдан білдіңіз деген айтады. Біздің үйге қаратай күресін тастамай алдыңыз, содан білдім дейді. Сол кезде ана кісі жаңағы тәубаға келіп бет бұрған екен де иманға. Бұның барлығы сол шариғат қой негізі. Шариғат қой, бұның бәрі Құранда Алла шариғат. тағала жаңа сендер дұшпан едіңдер дейді. Кейін уәлләфе байна құлубихим деп келеді. Сендердің жүректеріңді Аллах тағала бір-біріңе жаңа достық қылып, ілтипат. Сол үшін не деп Алла тағала өзі айтады, сіздер жамандыққа жақсылықпен жауап беретін болсаңдар, Алла тағала сендердің жүректеріңе махаббат туғызады, бір-біріңе деген сүйіспеншілік туғызады дейді. Қандай жағдай болмасын, біз өкінішке орай жаңағы исламға жүгінбегендіктен көптеген проблемаға жол болып жатамыз. Өткенде де бір жерде айтқан болатынбыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір еврей кісі қарызға ақша беріп, уақыт келместен бұрын пайғамбарымыз мешітте ұстап алып тұрып, көпшіліктің көзінше жағасынан ұстап тұрып, қарызымды қашан қайтарасың? Сендер тұқымдарыңмен сондайсыңдар, алған қарыздарыңды бермейсіңдер дейді. Ойлаңызшы, мешітте бүкіл сахабалардың көзінше сондай ауыр сөз айтады. Сонда Хазірет Омар атып тұрып, жүгіріп келіп айтады, басыңды жұлып аламын сен. Не айтып тұрсың деген кезде, пайғамбарымыз Хазірет Омарға қарап, ей Омар дейді, сенің айтуың керек болған, біздің тыңдауымыз керек болған сөз бұл емес еді дейді. Сенің айтуың керек болған сөз, я Расулалла, қарызыңызды қайтар деп маған айтасың. Мына кісіге не айтасың дейді? Қарыз былай сұралмайды деп айтасың дейді. Негізі сенің айтуың керек болған сөз осы еді, біздің де естуіміз керек болған сөз осы еді деген кезде, әлгі еврей сол жерде өзінің дұрыс жасамағандығын біліп, мұсылман болады. Пайғамбарымыз бүйтетін болса, Хазірет Омар оған не істеу керегін жақсы біледі. Бірақ пайғамбарымыз сондай абыройына нұқсан келіп тұрса да, не істеді? Өзінің, яғни Алланың елшісі ғой, Алланың елшісі бізге жол көрсетіп. Сол секілді жаңағыдай кейбір кісілердің сондай бір надандықпен жасаған жамандығына біз солай жауап беретін болсақ, жамандық тоқтамайды. Мысалға, армияда дедовщина деген нәрсе бар ғой, мысалға айтайық. Ол неге болады, білесіз ба? Келеді,
дух болып келеді да таяқ жейді да келесі жылы өзі дембіл болғанда ананы не істейді өшін қайтарып ұрады. Егер сол жерде оны тоқтатып, енді мен жарайды таяқ жедім ғой, соны өзіме алайын, мыналарды ұрмайын десе, бәлки ары қарай сол керісінше жалғасып кетуі мүмкін. Ары қарай тоқтайды бұл нәрсе. Ал біз не істейміз? Мен ұрды ғой деп мен ұрамын, сөйлеміз де ол өмір бойы айналысады. Сол секілді бұл өмірде де бізге біреу жамандық жасайтын болса, біз де оған жамандық жасау арқылы бұл жамандық тоқтамайды да. Жамандық ойлаймыз, жамандық жасасаң тоқтамайды. Ал егер бізге келетін болса, біз оны жұтып қоятын болса, ол ары қарай бармайды ғой. Болды, бітті, сол жерден ол тоқтайды. Сол секілді біз жақтырмайтын, суқанымыз сүймейтін кісілердің басына бір жамандық келіп жатса, мұсылман ретінде оған қуан болуымыз керек. Өйткені қуануға хақымыз жоқ. Керісінше, қолдан келгенше соның қайғысының сейілуіне әгер барып көмектесіп жіберетін болсақ, ол кісіні ұялдырасыз бір. Екіншіден, жамандығына жақсылық жасау арқылы Алла Тағала ол кісінің жүрегіне сізге деген бір ілтипат туғызу арқылы сіз оны бәлки жақсы бауыр болып кетуге ықтималыңыз жоғары. Алла разы болсын. Енді Алмас аға, ғылымда жалпы демонстративті тұтыну деген ұғым бар екен. Ол ұғым жаңағы ол материалдық жағдайға көп қолданылады дейді. Мысалы үшін мен бір көлік мініп жүруім мүмкін, москвич. Енді осы мініп ұялам да одан. Ел не де ойлайды. Болса бір киім кием, жаңағы ол киім өте сапасы нашар. Жұпыны. Осы тұрғысында елдер не ойлайды деп қатты қысылу, жалпы осы турасында бір айтып өтсеңіз, осы ұғымға бір ашқан бір жас. Демонстративті тұтыну негізі басқаша емес пе? Басқаша ма? Ол анау керісінше ел жұрт мені осылай ойласын. Иә, дұрыс. Анау осының киімінде киім киіп, осының атындай ат мінген кісінің не арманы бар еді деп абай атамыз айтады. анау бір сөз бар ғой, жаңағыдай қазір қоғамда қаузап жүретін қазақ беспонтовый қазақ дегендей естіген шығарсыз. Сізден бірінші рет естіген. Яғни мысалы ондай қазақта мен бір студент кезінде әпшем айтатын еді, сендер сухой крутой болып жүресіңдер деп. Өздерің студентсіңдер да. Сухой болатын ой дегенде естіген. Иә, крутой телефон аласыңдар, бізден енсе ақша сұрайсыңдар деп ше. Сол демонстративті тұтыну деген сөз, яғни дүркіретіп тұрып той жасау, лимузин жалдау, парашютпен секіру, ел айтсын, бай деп айтсын, абыройлы деп айтсын, мықты деп айтсын деген бұл да бір іштегі бір дефициттің орнын толтыру мақсатында істелген дүние. Бірақ ондай емес. Шын мәнінде ондай емес, иә. Ол мысалы, егер адам өз-өзіне сенімсіз болса, ол күшті жерден киінеді әдейі. Қымбат костюм киеді, қымбат киім киеді. Не үшін? Сол арқылы сенімділігін арттыру үшін. Сөйтіп, негізінде оның түпкі себебі ол жасық шақтағы, психологияда айтады, 80% проблема ол бала шақта пайда болады дейді. Жасық шақтағы мүмкін әкесінен, анасынан бір махаббатты ма, қамқорлықты ма, назарды ма толығымен ала алмаған. Дефицит болған да. Сол дефицитті толтыру мақсатында ел жұрттың бәрі не киініп жатыр? Мен одан да күшті нәрсе киінуім керек. Көршім Лада алған болса, мен Toyota Camry алуым керек деген секілді сол дефицитті сыртқы нәрселермен толтыруға тырысады. Демонстрация жасайды. Шын мәнінде мен осындаймын. Иә, түсінікті. Жалпы бұны да күлкілі жолмен Шаншарда кезінде Шаншарда ойнайтын ағаларымыз жеткізген еді. Тұрсынбек ағамыз болса керек, шатаспасақ. Жаңағы ана елден жұрттан қалмайын деп кредит алып той жасайды дейді. Кейін ертесіне көшенің бойында темекісін шегіп отырады дейді, ертең қалай құтыламын. Сол сияқты негізі ана сыртқа бір бай болып, болмаса жағдайы жақсы болып көрінгісі келеді, бірақ түп негізінде ондай емес дейсіз ғой. Мысалы, сол негізі сөз, өзгелердің сөзі кейбіреуге пайда да беріп жатады. Мынандай мағынада. Бір не болады ғой жаңағы. Мына кісі осындай, яғни мықты болады, ақылды екен. Мысалы, намазды күшті оқиын деп сырт жақтан біреуге айтқызса, ол соған бейімделеді мысалы. Мысалы, ол сөзге еліктейді ол мысалы. Анау, мысалы, бір ұры, жаңа бір үлкен кісіге келіп, ғалымға келіп, мен не істесем болады. Яғни мен күнде ұрлап қоя берем, маған әдет болып кеткен дейді. Не қылады ғой сол. Сонда сен айтасың, сен өтірік айтпа дейді. Солай келеді ғой, ұстаз.
өтірік айтпа дейді. Сөйтіп бір күн түнде кешке шығып барасың, ұрлыққа шығайын деп жатса, жаңағыдай өтірік айтпау керек болады ғой. Қайда барасың деп көршілер сұрайды. Ұрлыққа барамын деп айта алмайды. Сөйтіп өтірік айтпа, жоқ дейді, кіріп кетеді үйіне. Екінші рет тағы да солай шығса, түнде тағы біреулер сұрақ болады, қайда барасың десе, айта алмайды. Ұрлыққа баратқан белгілі. Сөйтіп айта алмай қалады, қайтадан кіріп кетеді. Мысалы осы елдің айту арқылы да түзеліп кететіндер бар ғой, мысалы. Дұрыс қой. Мысалы жаңағы айтып отқанда біреу намазын қате оқып жатса, болмаса Құранын қате отырса, мықты оқиды екен деп айта берсе, ол мықты оқып кетуге тырысады. Абу Ханифаға бір кісі жолығып айтады да, осы сыртынан айтады, түнімен намаз оқиды екен бұл кісі деп. Негізінде ол кісі ол кезде әлі түнімен намаз оқымайды екен, сонда айтады да, мына кісіні өтірік шығылмайын деп, сол күннен бастап түнде намаз түнімен оқитындай жаңағыдай дәрежеге жетті деген секілді. Енді Абай атамыз айтады ғой, жаңағы киім мәселесінде, адамның өз дәулетінен артық киіну ол да бір ақымақтық дейді. Сондықтан да мен бұндай кербездерді кердеңдеген немелерден безіңдер деген сөзге ұқсадым дейді. Сол үшін адам өзінің дәулетіне, шамасына, жағдайына қиналмайтындай дәрежеде жаңағы 570 Lexus немесе 200 Land Cruiser бензинге ақша таппай жүреді. Налогы бар оның деген секілді. Оның жаңағында қосалқы бөлшектері бар. Адам өзінің шамасына қарау керек қой. Анау шариғат ғалымдар айтады екен ғой, егер шариғаттың 5 шарты бар дейді. Егер 6-шы шарты болатын болғанда, әркімнің өзінің шамасын білуі 6-шы шарт болатын еді деп айтады. Қараңыз, шариғаттың 5 шарты бар ма? Соның егер 6-шысы болса, әркім өзінің орнын, шамасын, әуселесін білу керек болады. Үлкен мәселе жатыр. Сол үшін біз өкінішке орай көз айыра алмайтын шоқпарды белімізге байлап аламыз да, тастайын десең елден ұят, тастамайын десең беліңді қайқайысып бара, сөйтіп не істейсің, бек ортада қысылып қиналып жүретін жағдай болады. Қазақта сөз бар ғой, көрпеңе қарай көсіл деп. Дұрыс, соның бәрі бекер айтылмас. Сондықтан да шамаңа, жағдайыңа қарап киінесің, жағдайыңа қарап, жаңағындай шамаңа, ыңғайыңа қарап. Бастысы не, шариғатта жамау болса да таза кию. Жамау болса да таза кию. Былжыратып, былғап кимей, дұрыс киетін болсаң, ешкімнің саған сен мынандай киіп алыпсың деп айтуға хақысы да жоқ, құқығы да жоқ. Ал енді керемет таза киімді былжыратып, былғап киетін болсаң, ол маған десе Versace болсын, маған десе Louis Vuitton болсын, дұрыс па? Сол үшін шариғатымызда таза, дұрыс, жарасымды киетін болса, әурет жерін жабатын болса, болды. Өкінішке орай біздің енді бір шетінен анау бір адам жаман болса, замандасының бәрі виноват деп Абай атамыз айтады ғой. Қоғамда біздің жаңағы адамның иманына, ақылына, адамгершілігіне, парасатына, біліміне емес, киген киіміне, мінген машинасына қарап құрметтейтін болғаннан кейін, адамдар да соған қарай, қоғамның жаңағы сұранысы болғаннан кейін, адам да соған ақырындап бейімделеді. Қожа Насырдың әңгімесі бар ғой, жаңағы жұпыны киіп келген кезде кіргізбей қояды да, керемет қымбат шапан киген кезде кіргізіп, төреге шығын кезде же шапаным, же дейді ғой, сен маған емес шапанды сыйлап отырғызыңдар ғой. Секілді біздің қоғамда сондай да. Сол үшін жаңағы біз қашан адамгершілікті, иманды бағалаған кезде, сол кезде иманды, адамгершілікті адамдар не істей бастайды? Көбейе бастайды. Киімге қарап қарсы алып, білімге қарап шығарып салады дейді ғой. Сол сияқты негізі шынымен де адамның тұтынған нәрсесіне көп мән беріп қоямыз ғой пендешілікпен. Дұрыс, мұсылман дұрыс жүріп тұру керек та. Өйткені пайғамбарымыз салсам хадисі бар. Қарасаңыздар былай дейді: егер кісінің бір аяқ киімі жыртылып қалса, бір аяқ киім киіп, бір аяқ киім ұстап қолда жүрмесін дейді. 50 метр болса да, 100 метр болса да, мұсылман дұрыс жүру керек та. Екеуін де шешіп алып жүресің. Бір аяғың аяқ киім бір аяғыңда тұр, біреуі жоқ, бүйтіп кетіп бара жатсаң, сырттан көрсең, сырттан көрген адам бәрібір басқа. Сондықтан да мұсылман баласы 50 метр жүрсе де адам ұқсап жүру керек. 50 метр жүрсе де адам өсір. Сол секілді біз өмір атты жаңағындай 50 жылдық, 70 жылдық жолдың өзін жаңағындай дұрыс жүрмейміз. Ал пайғамбарымыз 50 метр, 100 метр жүрсе де бізге дұрыс жолды көрсеткен. Жақсы, онда Алмас мырза, сізге тағы бір сұрақ қойып өтсек, қанша жерден орынды айтылса да, сынды көп адам қабылдай білмейді. Қанша жерден дұрыс айтылса, сынды қабылдай білмейді. Әлеуметтік желі мен келекенің күшеюі жағдайы одан әрі ушықтырып жібергендей болады. Сынға қалдым деп ақталатын беделді адамдардың қатары да артты, мысалы. Енді сынды қалай қабылдау керек және онымен күресу үшін не істеу керек? Енді әлеуметтік желіде, мен өзім де әлеуметтік желідемін ғой, YouTube каналым бар, Instagram бар. Кейде мысалы бір пост жазған кезде, жас бала не айтып жатыр деген секілді, сен не көрдің деген секілді, тағы сондай сын пікірлер айтылып жатады. Мен ол кезде жеке басым анализ жасаймын. Ол адамның аккаунтына кіремін, кім өзі, қандай адам. Қарасам, көбінесе 90% жабық аккаунт болады.
аватар да болмайды. Сосын мен түсіндім, өзіне сенімсіз адамдар сынағыш келеді. Не үшін? Сол сынау арқылы өзінің деңгейіне түсіру үшін. Өйткені әр адамның мына өмірдегі қалыптасқан бір көзқарасы бар, өмір жайлы, адам жайлы, тағы басқа. Сол өзінің дүние таныммен ғана мені көреді, таниды, солай баға береді дегендей. Тексерем, эксперт па, эксперт емес па. Егер ол эксперт болмаса, мен ол кісіні блокқа қоям. Не үшін? Келесі жолы маған жазбасын. Өйткені ол да жазу арқылы, ол сөйлеген сөз секілді ғой. Қаншама өзіне минус істеп жатыр. Жеке өз басында қолданатын іс-әрекеттер осындай. Ал енді мынау сынның, жаңа басында айтып өттім ғой, екі түрі болады. Біреуі дұрыс, біреуі бұрыс. Біреуі сізді төмендететін, біреуі сізді керісінше түзеуге бағыттайтын. Жаңашылдықпен бағыттайтын, бағытталған. Бұл жерде мен былай жасаймын, жеке өз басым. Ана адамның жекесіне шығамын. Ел жұрттың алдында даттамаймын. Жекесіне айтамын. Егер онда да мен тыңдайтын адам болса. Жекесіне шығып қырылсам деп қойсын. Жеке өзіне. Өйткені егер адамды тәрбиелеген келсе, ешқашан ел жұрттың алдына даттама дейді. Ешқашан. Шариғаттың талабы да солай ғой. Иә. Егер шынымен де жаның ашса, егер оны тәрбиелеген келсе, онда шетке шығарып, өз ойыңды, пікіріңді білдір ғана, тек қана өзінің позицияңмен ғана. Менің ойымша мынау нәрсені былай жасау керек еді деген секілді, тағы басқа. Енді оны тыңдау, қабылдау ол өз еркі. Яғни дұрыс сын айтылса, онда қабылдаған дұрыс. Ал егер негативті болса, ашу, агрессивті болса, онда ол адамнан бір ешқандай жақсылық келеді деп ойламаймын. Ондай адамды толығымен орысша айтқанда игнор жасаған дұрыс. Бірақ екінші жағы бар да бұның. Ол адамды мен қандай ниетімен тартып отырмын. Ол адамды қандай мен ішкі жан дүниемен тартып отырмын. Өйткені орыстың бір сөзі бар, подобный притягивает подобное дейді. Өзіңе ұқсаған адам сен бәрі тартасың дейді. Егер ондай нәрсе жиі кездессе менде, сондай агрессивті, ашулы адамдар, онда мен өзіме сұрақ қоямын. Алмас, сенде осындай ашу, агрессия бар ма? Жан дүниеңде, түйсігіңде. Жоқ десе, онда мына адам маған қандай сабақ үйретіп жатыр? Алла тағала мына адамды маған не үшін жіберіп отыр? Өйткені мынандай бір дүние бар, ғалымдардың айтатыны, кейде адамға жағатын, ұнайтын адамды жібермейді дейді. Оған қажетті адамды жібереді дейді. Не үшін? Ол адамды келесі бір деңгейге көтеру үшін, жаңару үшін, және тағы басқа. Солай қабылдаймын. Ана адамды қандай сабақ үйретіп жатыр бұл адам маған? Сабырлықты ма, байсалдылықты ма, мейірімділікті ма, махаббатты ма, нені үйретіп жатыр? Соны ішкі жанымнан сұраған кезде ана адамға рахмет айтып, ойша жіберемін. Сол сәттен бастап ол адам жазбайтын болады. Жиі кездеседі менде осындай жағдайлар. Қазір бірақ соңғы уақыттары онда комментарийлер жазылбайтын болды, Құдайға шүкір. Осыдан 2-3 жыл алдын менде кететін негативті комментарийлер. Басында мен олармен күресетінмін. Қалай сіз оны дәлелдейсіз? Қайдан көрдіңіз ол нәрсені? Олар өздерінің тағы бір нәрсесін жазады. Көнбейді. Ақылға келмейді да? Бәрін игнор етіп тастаған ешкім жазбай қойды. Содан кейін мен оларды сөйтіп блокқа қоятын болдым. Ал қазір, Құдайға шүкір, айына 1 рет қана, 2 рет қана кездеседі. Сол кезде мен өзімнен сұраймын, осы агрессия менде бар ма, жоқ па?
егер ішкі түйсігім жоқ десе, онда қандай сабақ үйретіп жатыр? Иә. сол көздермен оларды аямаймын десеңші. Рахмет айтып ұсытамын. Сіз ана әлеуметтік желіде аптасында қанша рет шығып отырасыз өзіңіздің, яғни негізінен? Тікелей эфирде шығып отырасыз? Менде ашық вебинар аптасына 2 рет, 3 рет болады YouTube каналымда. Ал Инстаграмда 2 күнде, 3 күнде пост жазылады, ролик шығады. Сол сияқты жаңа ақылды сататын кездеріңіз бола ма? Жалпы сатып өткізетін вебинар нелеріңіз болады ма? Иә. Болып жатады, иә. Сосын осы енді жалпы сұхбатымыздың, әңгімеміздің де аяғына жақындадық десек болады. Енді осы тұрғыда әрқайсымыз өзіміз бір қорытынды бір сөз айтып жіберсек, өзіңіз бастап. Өзгелер сіз жайында өзгелер не ойлайды деген тақырыпқа байланысты жалпы қорытынды бір сөз осы жерде айтып қойсаңыз болады, камераға. Сөз алып шығып, менің айтайын деген бұл емес еді. менің айтайын деген үйге қайтайын деген сол секілді менің айтайын деген әлбетте енді өзгелердің сен туралы не ойлайтындығы, не айтатындығы, қандай пікірде болатындығы пенде ретінде әсер етеді. Ол біздің көңіл күйімізге, өмірлік салтымызға әсер етеді. Бірақ дегенмен де біздің жолымыз Алла не дейді, менің бұл жолыма ислам не дейді болса, иншалла соның ішінде Алла тағала барлығын реттейді. Адамды да реттейді, біздің досымызды да, дұшпанымызды да реттейді. Бәрі дұрыс болады деген жөніне салады Алла. Сондықтан да біздің ризалығын табуымыз керек болған, бізді жаратқан, бізге өмір берген, рызық берген, мәңгі дүниеде де бізге мейіріммен мәміле жасайды деп біз үміт еткен Алла тағаланың алдында бәрі біз Аллаға кіріптармыз, мұқтажбыз. Алланың алдында біз мұқтаж болғандықтан Алланың не дегені бізге маңызды. Бәлки бізді өмір жек көретін кісімен біз еш уақытта кездеспеуіміз мүмкін. Ешкім біздің қазанымызға салып беріп отқан жоқ. Сондықтан да ит үреді, керуен көшеді деген бабамыздың тамаша жолы бар. Бірақ дегенмен де қолдан келгенше дұрыс тұратын болсаң, дұрыс өмір сүретін болсаң, айтқан кісілердің бәрі сөз дәйексіз болады. Иншалла сіз туралы пікір дұрыс болады деген ойдамын. Дұрыс. Алла разы болсын. Енді Алмас аға өзіңіз бір қорытынды бір қалаған жағыңызға оператор қай қарап отырсың? құбылаға қарап отырсаңыз қабыл болады. Иә, біздің бағдарламамызға да бір тілектес болып дұға айтып қойыңыздар. Сосын өзіңіздің қорытынды сөзіңізді де айта кетіңіз. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінде қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. Сондықтан барлық осы бүгінгі сұхбатымызды көріп жатқан көрермендерге айтатыным, біреудің ойына, біреудің сөзіне, біреудің іс-әрекетіне, амалына өзіңіздің тағдырыңызды байлаудың қажеті жоқ. Өйткені Алла тағала жанды, рухты сізге аманаттап берді. Өз өміріңіздің иесі, қожайыны өзіңіз болғаныңыз дұрысырақ. Сонда ғана менің ойымша мына өмірдегі өзіңіздің миссияңызды толыққанды жүзеге асырасыз деп ойлаймын, Құдай қаласа. Ал осы шығармашылық топқа, осы мешітке, мешіттің жамағатына, мынау ұйымдастырушыларға шын жүректен береке тілеймін, амандық тілеймін. Алла тағала сіздерге рухани білімдеріңіз арттыра берсін, жүректеріңіз ашық болсын. Жалпы жүректе рухани есік болады дейді имам Әл-Ғазали ғалымның пікірі бойынша. Сол жүректегі рухани қаншама адамдардың есігін ашуға осы бүгінгі келесі сұхбаттар себепкер бола берсін. Үлкен рахмет, Алла разы болсын. Міне бүгінгі біздің бағдарламамызда қонақ болып келгендерге, Алла сіздерге де отбасыларыңызға береке, бірлік берсін. Бала-шағаларыңыз осы сіздер сияқты, сіздерден де жаңағыдай болашақтары жарқын болуды Алла тағала нәсіп етсін. Ернар ұстаз,
Алмас мырза, алла разы болсын. Енді біздің сөз кезегін қорытып жіберсеңіз. қорытып жатқанда енді біз айтып отырмыз ғой. Алла ісімізге де береке берсін. Осындай әңгіме қылып, біраз халыққа да елге де пайдаға тиетін, я болмаса егер де әнді жаңа ютубты каналдан көргеннен кейін астына комментарийде жазып кететін шығар, осындай тақырыпта қозғаңыздар. Негізі бүгінгі тақырыпты өте маңызды тақырып деп айтсақ та болады. Өйткені көп қазіргі қоғамда көп қозғалып жатқан тақырыптардың бірі осы. Алла разы болсын. Жалпы Ернар ұстаз жаңа тақырыптың басында да айтып өттіңіз ғой өзіңіз, жаңағы адам кішкентай кезінде досы көп болады. Қартайған жаңа жасы ұлғайған сайын қасындағы уже сенетін адамдардың азая түседі деген сияқты. Шынымен де бұл тұрғысынан да жаңа Мұқағали атамыз да жаңа сәби болғым келеді деген сияқты сәбилігін аңсап өткен. Сол сияқты Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя деген кітабы бар. Сол кітапта өзінің әкесі жайлы баяндайды Бауыржан атамыз. Әкем үнемі жаңағы өзінің айлығын алған кезде жалпы табысынан ай сайын базарға барып кішкентай балаларға тәтті сондай алып келетін дейді. Сол базардан келген кезде алдынан қасынан балдар шықпай болатын. Оны біледі дейді, уже оған алып келетін барлығы сөйтіп айналасын орап алып маған бер деп. Сонда соған қарап дейді Бауыржан атамыз айтады, мен ойлайтынмын дейді жаңағы жақсылық істесең сәбиге істе деп. Өйткені сәби сенің істеген жақсылығыңды шын кіршіксіз сонда бір сеніммен қабылдайды дейді. Ал үлкенге жасалған жақсылығың дейді, оның артында бір ой жатады дейді. Бұл не үшін маған жақсылық істеп жатыр? Не саған не керек, бұл бекер емес деген сияқты. Жалпы сол сияқты ересек адам мен сәби адамның бір нәрсені қабылдауында үлкен бір айырмашылық бар екен. Сәбиде жаңағыдай кіршіксіз сезім болады дейді. Сол сияқты қорыта айтатын болсақ, жалпы бүгінгі тақырыбымыз өзекті тақырып болды деп ойлаймыз. Алла Тағала баршаларыңызға разы болсын. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде Нәжім сүресінде айтады, өз-өздеріңді ақтамаңдар дейді. Расында сендердің тақуалықтарың жайлы Алла Тағала жақсы біледі дейді. Сондықтан әркімнің өзінің ішіндегін, не жегенін, не ішкенін, қандай ойын, пікірін, сынын бәрін Алла Тағала біледі ғой. Сондықтан біз Алла Тағаланың сызып берген жолымен, Алланың аятымен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сара жолы сүннетімен жүретін болсақ, ешқашан адаспайды екенбіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.